Қайырлы күн, қайырлы кеш. Бүгін бізде міне 9-шы сабақ. Біз алдында NumPy мен 8-ші сабақ деп NumPy Pandas деген едік, бірақ Pandasты біз бүгінге қалдырғанбыз 9-шы сабаққа. Және тапсырмалар бойынша NumPyға байланысты көпшілігіңіз шығармаған екенсіздер. Оны да түсінемін, не үшін екен, себебі мен ол жайында бір есеп болсын түсіндірмеген едім. Сол үшін кешірім сұраймын, және сол тапсырманы қайтадан өздеріңізге беретін боламын. Яғни 8-ші тапсырманыкі және 9-шы тапсырманың тапсырмаларын беремін. Енді Пандасты бастамай тұрып, кейбір нәрселер бар. 8-ші сабақ бойынша қалай жұмыс істеу керек және қалай жіберу керек деген. Сіздерге мен алдында айтқанымдай, Пандасты NumPy'ды орнату керек болады Jupyter ноутбукта. Ол үшін Jupyter ноутбукты ашу үшін егер сіз орнатсаңыздар, енді мен өзім Mac'та істей берейін. Осы жерде Jupyter ноутбук деп жазсаңыздар, өзі шығу керек. Мен алдында Jupyter ноутбукты қалай орнату керегін көрсеткем. Бұл жерде, мысалы, енді айталық, осы жерден егер бір папка құрып болсаңыздар, соның ішіне салсаңыздар болады. Енді мен айталық, менде бар деп есептей берейін. Мысалы, мен Pandas бойынша NumPy'да мен осыны кеше көрсеткен едім. Қалай орнату керек, қалай басталу керек, айырмашылықтарын, көбейтулерін барлығын. Енді есепте, мынандай есеп бізде болды, ол мен ашып дайындап қойдым. Мысалы, задача дегенде. Мына жерде мен әдейі кездейсоқ сандар және кейбір нәрселер бар. Мына жерде мысалы А есебінде біз кәдімгі осы уақытқа дейін қарапайым питон деп айтайын, таза питон кезде осындай секілді біз есептер шығарған едік. Бұл жерде айырмашылығы, жай ғана бір ғана айырмашылығы NumPy'ды қолдана аласыздар. NumPy'ды қолданып. Бұл жерде мысалы бірінші есепте, мына кездейсоқ сандар деген, егер оқитын болсаңыздар, бір жолда дейді, яғни сізге бір жолда 3 түрлі мән беріледі. SRN деген беріледі. Және sRandom seed бекітілген рандом дейді. Осы жерге дейін мен түсіндіре салайын. Мысалы, Jupyter ноутбукта біз егер импорт жасағаннан кейін, импорт 9-шы сабақ деп жазылсын. Біз енді мынаны импорт жасағаннан кейін Jupyter ноутбукта біз PD рандом деген нәрсе бар. Рандом деген сөз енді кездейсоқ сандар. Біз егер қарапайым питонда мен есімде жоқ, негізі қарапайым питонмен салыстыратын болсам, қарапайым питонда да бар еді, ол үшін импорт рандом деп жасау керек еді. Импорт рандом. Осы жерде мысалы егер бір кез келген сан алу керек болатын болса, кез келген сан, мысалы болмаса рандом ішінде бірнеше түрлері бар. Егер dir деп қарайтын болсаңыздар, оның ішінде рандомның ішінде бірнеше функционалдар бар. Бұл NumPy емес, қайтадан айтайын, бұл қарапайым питондағы рандом импорт, яғни біз импорт математика деп айтатын болса, импорт mass деп, бұлардың барлығы стандарт библиотекалар, соның ішінде рандом де бар да, осындай библиотека. Бұл жерде де мүмкіндіктері бар. Мысалы, рандомның ішінде біз көп жағдайда қолданылатын, ерде choices деген бар, choice деген бар, немесе rand int деген бар, бүтін сандар, немесе рандомның өзі бар. Бұл жерде рандом деген нәрсе не үшін қажет дейтін болсаңыздар, егер мысалы кез келген бір x деген сан болатын болса, print рандом, алдымен өзін көрсетейін, рандом, осындай рандом және аралықты көрсету керек болады. Аралық деген, мысалы, егер бір ғана сан жазатын болсаңыздар, онда бір сан не жерде осылай көрейін. Осылай болатын болса, ештеңе жазылмай қалған жағдайда, ештеңе жазылмаса, бұл 0 мен 1-дің арасындағы нақты бір кез келген санды береді. Егер қайтадан жіберетін болсаңыздар, қайтадан наны береді. Қайтадан жіберетін болсаңыздар, қайтадан осы түрлі мәндер бере бастайды. Сол секілді, мына рандом деген орнына, мысалы, рандом int деп қоятын болсаңыздар, бірақ бұл жерде бүтін сандар аралығын көрсету керек болады. Мәселен, егер бір ғана сан болатын болса, онда 100-ге дейін бір санды шығару керек болады. Мына жерде 2 сан аралығын көрсету керек болады. Онда мысалы 0-ден 100-ге дейін деген сан аралығын шығару керек. 76-ны берді. Осымен тағы да 2 деген берді. 76. Мына жерде 100 деген сан кірмейді. Яғни 0-ден бастап 0-ді қоса алған кезде 99-ға 100-ге дейін 99 кіреді, ал 100-дің өзі кірмейді.
тағы да істейтін болсаңыздар түрлі кездейсоқ бір санды беріп жатыр. Енді егер мысалы кез келген жағдайда питонда бір санды беру үшін, бір санды мысалы рандом дегенім, егер массив түріне беретін болсам, айталық бізге бір 10 түрлі мән беретін болсақ, осылай құрып for x бұл енді қарапайым питон кездегісі 10 деген жазамыз да, сөйтеміз да append-пен мына жерге мынау біз енді алдымен мына жерге өрнектеп қойдық, мынаны енгізіп қойдық, оны қайта енгізудің қажеті жоқ. Осы жерге мына жерге random int деп көрсетесіздер. Мысалы мен кейбір есептерде -10-нан 10-ға дейін деп жаздым, немесе 1-ден 21-ге дейін деп алдым. Сөйтемін да, осы жерде randint деген ғой енді, randint. Егер a-ны істейтін болсаңыздар, print a-ны. Бұл кезде бізге кездейсоқ сандар береді. Егер де егер де қайтадан осыны жүктейтін болсаңыздар, онда басқа мәнді береді. Егер қайтадан жүктейтін болсаңыздар, әрдайым мына мәндер өзгеріп жатыр. Қарасаңыздар, тағы да бірнеше жүктеген сайын өзгеріле береді. Енді бұл рандом функциясы негізі бір уақытқа байланысты, миллисекундтарға байланысты жүреді. Басында мысалы бекітілген уақыт болады, әрдайым сол бекітілген уақыт бойынша бір калькулятор, яғни бір есептеп бір мәндер шығара бастайды. Қарап отырсаңыздар, әр секунд сайын, яғни 1 миллисекунд және келесі 1 миллисекунд екеуі тең емес қой уақыттары. Сол секілді басталатын уақыты сит деген нәрсе бар. Сит деген бұл бекітіп қою, бір санмен бекітіп қою, яғни әрдайым сол саннан сәйкес бір функция басталады. Мысалы қарапайым рандом кезде жай ғана random нүкте sit деп жазсаңыздар, мысалы мына жерге 1 деген болады, немесе кейде мен 777 деп алдым. Ол кезде мынаны қанша рет жүктесеңіздер де бұл өзгермейді. Егер мынаны жазбасаңыздар, онда сізде түрлі мәндер бере бастайды әр жүктеген сайын. Ал егер random sit деп қатырсаңыздар, оны бекітсеңіздер, онда сізде қанша рет осыны жүктесеңіздер де сол бір мәнді бере береді. Осы нәрсе бар, рандомды бекіту дейді да, рандом бекіту. Бұл деген нәрсе сіздегі мән мен мендегі мән барлығы бірдей болады. Мүмкін басқа адамдардікі де қай 10 жылдан кейін де осы істейтін болсаңыздар, рандом sit әрдайым бірдей жұмыс істейді. Бұл қарапайым рандом қолданған кезде. Бірақ қараңыздар, енді бізде NumPy бар. NumPy'да мен әдейі NumPy'дағы рандомды қолданысын дедім, себебі бүкіл есептердің барлығы NumPy'дікіне сәйкес. Ол үшін сіздер бүйтетін едіңдер. Рандом, мына жерге істеп қойдыңыз, қайтадан рандом. Енді мына жерде cell деген нәрсе бар. Cell деген сөз яшық деген сөз да. Мына жерге сұрақ қойды, 777 қойсаңыздар, 777 мына жерде сіздікіде, менікіде нәтиже бірдей болады. Тура осындай нәтиже бірдей болады. Тіпті мен мына жерге 10 емес, мысалы 5 деп беретін болсам, айталық 5 деген, онда бастапқы 5 мәндері бірдей болады. Қарап отырсаңыздар, бастапқы 5 мәнінде бірдей болады. Әрдайым басталатын нүктесі бір жерде болады да, 777 деген мысалы. Мен сол үшін мына есептерде, кездейсоқ сандарда мына жерге S деген нәрсе бар, random sit деген нәрсе бар. Random sit деген сөз бекітетін. Мына жерге де көрсетіп қойдым, мысал ретінде қалай істеу керек екен. Random sit және бұл өзгермейді. Енді сіздер мүмкін білмеген шығарсыздар, ізденбеген шығарсыздар, уақытта болмағанша жалпы осы бойынша мен түсіндіріп өттім. Бірақ енді қараңыздар, NumPy'дің рандомы мен мынау қарапайым питонның рандом ситтері бірдей емес. Мына жерде тағы да сұрақ қойған, ол сол рандом классында сақталған ба, сит мәндері, ол жай ғана бекітетін бір по умолчанию, мысалы айтайын, мысалы қарапайым сит деген нәрсені түсіндіру үшін, рандом ол басталған кезде кездейсоқ сандар бар, бірақ ол кездейсоқ сандарды да белгілі бір ең біріншісін бір мәннен алады да, ең біріншісін. Ол менің ойымша, скорее енді нақтысын білмеймін, бірақ менің ойымша мынау компьютерде басталған уақыт бар ғой, уақыт секунды бойынша, миллисекунд бойынша сол уақытты бекітеді де, содан кейінгі мәндерді алып отырады. Яғни әрдайым не үшін кездейсоқ сан? Себебі кездейсоқ сан, мысалы бір миллисекунд бар, одан кейінгісі тағы да 1 миллисекунд бар, әртүрлі мәндері басталады, соған байланысты. Ал мына жерде мен мынау 777 деген бір миллисекунд деп түсінетін болсаңыздар, сол 777 деген миллисекундты бекітіп қоямын да, содан кейін жүріп отырады. Бұл sit деген сөз рандомның ішінен шығады. Рандом деген функционалдың ішінен шығады. Бұл қарапайым кезде. Енді NumPy кезде import
numpy деп мен енді істеп қойдым, бірақ сонда да сіздерге түсінікті болсын қайтап істеймін. Import numpy as np, солай жазып үйреніңіздер, np деп. np енді қарапайым рандоммен өзімен жұмыс істеп керек. Істеп көрсін. Мысалы print np random, одан кейін нүкте болады, рандомнан кейін random. Егер рандом деп қолданатын болсаңыздар, онда сізге кез келген бір бөлшек санды беру мүмкін да, өйстіп істеген сайын кез келген бөлшек санды беру мүмкін. Бірақ егер сіздер мына жерге рандом емес, rand int деп алсаңыздар, бүтін сандар, бірақ мына жерге егер бір ғана мән болатын болса, мысалы 100 деген мән болатын болса, онда сізге 60 береді. Яғни аралық 0-ден бастап 100-ге дейінгі мәнді деген сөз мына жерде. 85 береді, 7 береді, 48 әрдайым әртүрлі, Бірақ қараңыздар, егер де мен мынаны бас жағында np random seed деп бекітетін болсам, мысалы 1 деп, немесе 7 деп, 7 деп, 777 деп. Онда сізге 47 деген әрдайым осы нәрсе сізде де менде де бірдей мәнді беріп отырады. Әрине мына жердегі аралық өзгертсеңіздер, онда да өзгереді. Егер мынаны одан сайын үлкейтсеңіздер өзгере береді. Немесе мына -10-нан мысалы -100-ден 100-ге дейін деп алсаңыздар, онда әрине өзгереді мына жердегі аралық өзгергеннен кейін. Егер сіздердің аралықты да сіздікі мен менікі бірдей болатын болса, онда сізде де менде де бірдей мән беру керек. Енді қараңыздар, мына жердегі қарапайым рандоммен мына жердегі аралықты қарайық. Біз мысалы мынандай қылып істеу үшін мынандай істеуге де болады. Тура осылай, егер бекітіп қойсаңыздар, басында а тең кәдімгі қарапайым түрінде мынаны алып, тура осыны ала салайын. Сөйтейін да мына жерге рандом, бірақ басында np деп қоя салайын. Және 10 деп қойайын. Қарап отырсаңыздар, мына жердегі мән, енді мен мынаны өшіре салайын да, мынау екеуімен. Мына екеуін қараңыздар. Екеуі почти бірдей, мынаның басында тек қана import random деген бар да. Import random деген бар. Бұл import random мен мынаның np random екеуі екі түрлі мәнді береді, екеуі бірдей емес. То есть қарапайым питондағы стандарт рандом мен numpy'ның ішіндегі рандомдарлы seed бірдей болса да, seed деген мынау, яғни бекітетін уақыт мәндері, шығатын мәндері әртүрлі. Осы нәрсені байқаңыздар. Сол үшін сіздерге мен numpy рандомдық қолданысын деп жаздым. numpy. Әрине бір жолы осылай істесеңіздер болады. Екінші жолы ол былай істесеңіздер, былай істеуге болады. Егерде np random не жерге тура осылай бас жағын аласыздар, мысалы. Осылай алғаннан кейін, не жерде size деген нәрсе бар, size және мынау аралықты көрсетеді. Мысалы, сізге қанша өлшемді алу керек? Қанша өлшем деген 2/3 деген өлшемді алу керек болатын болса, мына жерге мынандай керек емес, былай болады да сонда. Size 2/3, онда сізге 2/3 деген рандом сайыздағы мәнді алып беріп жатыр. Әрине қарап отырсаңыздар, мына жердегі мән мен мына жердегі мән бірдей емес. Не үшін? Себебі мына жерде seed мына уақытта да, мысалы мына уақытта, бірақ мына жерге определенный уақыттан кейін былай секірген кезде, мысалы мына жерге мынаның бір итерацияда басқаша мән болады, екінші итерацияда басқа мән. Ал мына жерде сол бекітеді, содан кейінгі мәндердің барлығын алып отырады. Сол үшін мына жердегі мән мен тура мынандай құрылған мәндер әртүрлі болады. Сіздерге тапсырма ретінде мынандай құрылған мәнді емес, міндетті түрде мынау рандомның өзіндегі құрылған мәнді алу керек болады. Мысалы, мынаны а тең былай жазатын болсаңыздар, онда сізге мына а деген кезде мынандай мән беріп отырады. Бұл жерде егер жақшаны құтылу үшін, бірінші жақшада ол былай істесеңіздер мынандай болады. Егер оның ішіндегі мына мәндердің барлығын құтылу үшін, онда сіздерге бір цикл ретінде алып, мысалы for x in a және print жұлдызша x деп алсаңыздар, онда сізге жақшасыз орындалып беріп отырады. Түсінікті ма? Енді қараңыздар, егер өшірген сұрақ болмаса, сұрақтарыңыз болса, чатқа жаза беріңіздер. Егер сұрақ болмаса, мына есепті қалай шығару керек екенін түсіндірейін. Қараңыздар, мына жерде r деген нәрсе бұл 0-ден бастап r сандар арасында кез келген кездейсоқ сандар деп жазылған. Кез келген сандар. Ал n деген сөз қатарынан тұратын, яғни мына жерде мен енді аралықты көрсеттім, бірақ аралық жоқ жағдайда, мысалы қараңыздар, мына жерде мынандай 2/3 деген көрсеттім ғой. Егер сізді мысалы мына жерге 10 деп мәнді көрсететін болсаңыздар, онда сізге мынандай мәнді беріп жатыр. О деген сөз бұл бір өлшемді мәнді беріп жатыр, бір өлшемді. Мына жерде қараңыздар, мысал ретінде былай, мынаны қарайтын болсаңыздар, бірінші ситті мен 1 деп бекітемін, және 10 деген нәрсе
10 деген сөз 10 деген аралыққа дейін мысалы бұл кезде былай жазады. Егер ана нәтижені алу үшін маған ол нәтижені алу үшін мен жай ғана былай жазуым керек еді. Импорт import numpy as np. Одан кейін бізге енді айталық, мен тура сол мәндерді беріп қойдым деп айтайық. S деген 1, R дегеніміз 10, және бізге матрицаны, яғни n тең 5-ке деп болатын болса, онда бізге мынау np нүкте random int. Мына жерге 10 деп жазасыздар, үтір. Одан кейінгісін мәні 5 деп беретін болсаңыздар, 5 деп шықпай қалады, size деп жазу керек. 5 деп шықпай қалады. Сол үшін жерге size дегенді жазу керек болады. Size 5 десеңіздер шығады. 0,5. Мынандай болды. Random. Так. Мына жерге seed деген нәрсені көрсетіп қойдым ғой. Seed деген бәсе неге бірдей болмай қалды деп. np random нүкте seed 1 деп жазасыз. Яғни s-ті қолданасыздар, мына жерге r-ді қолданасыздар, ал мына жерге n-ді қолданасыздар. Сол кезде міне 5, 8, 9, 5, 0 дегенді мынаған қарайтын болсаңыздар, мына жерде мынау бірдей шығып тұр. Сол секілді егер мынандай мәндерді беретін болсам, енді айталық, мен мынау s жеке бермей, бір қатарға беретін болсам, s, n, rn және map функциясымен integer, кәдімгі питон, таза питон, split деп жазасыздар. Мына жерге берген кезде міне осылай істеп, бірінші жағдайда мынау тест бойынша көрдік мына екен. Екінші мына мысалмен қарайсыздар, көшіресіздер, мына жерге қоясыздар, болды. Сонда тура осы мәнді берді, міне 11. Енді мына жерден жұлдызшадан шығара салу керек. Ол кезде print жұлдызша мынаны істеу керек болады. Былай істейтін болсаңыздар, міне мына мәнді берді. Ал мына жердегі мән, міне қарап отырсаңыздар, міне дәл сондай. Сол секілді мына жердегі мына мәнді де көшіріп алып, мынаны қайталап жүктейтін болсаңыздар, мына мәнді беріп, сол кезде мән. Енді бізге екі түрлі мәнді беру керек. Бұл суммасы, мынадан шыққан суммасы, егер қарапайым питонмен шығаратын болсаңыздар, онда мына жерге айталық, мына жерге a тең деп жазсаңыздар, a тең деп. Бірінші жағдайда жұлдызша a, екінші жағдайда print қарапайым питонның өзінің суммасы бар, осылай шығарсаңыздар да болады. Мысалы 100 және 10 деген мән беретін болсаңыздар, міне мына мән, мына жердегі 8,24, міне 8,24 және шыққан мәні 5,67, 5,67. Мына суммасы. Немесе мынау бізде типі бойынша, numpy тайпы бойынша бізге бұл типі бойынша бізге np-array, яғни numpy екенін көрсетті. Онда сіздер жай ғана екінші жолы a нүкте сам десеңіздер, онда сізге самдың нәтижесін шығарып бере салады. Бірден міне 567, яке былай, яке былай. Енді мен сіздерге numpy дегеннен кейін осылай шығарғандарыңыз былай дұрыс болады. Енді жай ғана осы кодты аласыздар да мына жерге көшіріп алып, мына жерге жіберсеңіздер, тура осы жерге жай ғана отправить десеңіздер, уже қабылданады. Мына жерге қарап отырсаңыздар, numpy және pandas деген компиляторлар. Отчетты көресіздер. Тексеріп жатыр. 10 тест өтті. Негізі 20 тест істедім әрқайсына. Міне 20 тест, 20-шы тест, қазір нәтиже шығады. Міне 10, 0,5 миллисекунд, памяти 13 және 100. Осылай шығарасыздар. Егер отчетты көретін болсаңыздар, отчетта, по-моему, мен көрсеттім ба? Көрсетпедім ба? Мына жерге барлығы окей, несін көре алмайсыздар, я? Көре алмай дегенсіз. Хорошо. Міне осылай шығару керек болатын. Сұрақ бар ма? Әрине мен көрсетпедім, сіздерге алдым. Бұл өйткені мен жай ғана сіздерге сұрақ және жауап ретінде берем деп ойладым. Бірақ осындай мүмкіндік бар болғандықтан сіздерге алдын питонда шығарғаннан кейін тура осы жерде істей салсаңыздар осылай болады. Мынаны қалай істейсіздер? Numpy'ды міндетті түрде істеу керексіздер. Мынау бір не жерде, мысалы numpy деген сөз, мынау бір код, бір кәдімгі питон файлындағыдай код та, мына жерге питон файлындағыдай жазған кезде, мысалы new'ді мына жерге жазатын болсам, енді бір нәрсені ескертейін бірден. Бұл жерде мен
мынау мен Jupyter ноутбукта орнаттым да NumPy'ды. Мен мына жақта да орнаттым негізі. Сіздер қазір менде бұл жерде нәтиже дұрыс шығады, себебі мына жерде мен NumPy'ды орнатып қойдым өзімнің Python файлыма, Python несіне консоліне NumPy'ды орнатып қойдым. Сол үшін менде қазір қатесіз шығады. Мына жерге міне қатесіз шықты. Мысалы бағанағы 100-110-ды беретін болсам, міне тура осы нәтижені берді. Бірақ сіздерге қазір мұны мен түсіндіретін болсам, қиналып кету мүмкінсіздер, уақытта біраз кетіп қалуы мүмкін. Мынада көрсету. Сол үшін Jupyter ноутбуктың өзінде жұмыс істей беріңіздер. Жай ғана мына жердегідей біз Jupyter ноутбукта әрдайым жеке-жеке cell дейді. Cell деген сөз бір яшығы дейді, мына бір файл. Әрдайым бөлік-бөлікпен істейді. Мысалы кейде біз мына жерге import, мысалы import numpy as np деп аламыз. Келесін мысалы random, мысалы np random seed, мысалы бір енді s деген мән ғой, мысалы 777 деп аламыз, одан кейін тағы да жүктейміз. Осылай істеп отырамыз да, мынаның бәрін бөлек-бөлек болып кетеді да. Егер ондай бөлек болатын болса, бірнеше мысалы мына жерге мынау бар, одан кейін a деген мәні бар деген секілді, мысалы мынау бар, одан кейін мына жерге мынаны принтін шығарамыз, одан кейін тағы да принт сумманы шығарамыз деп жеке-жеке болып кету мүмкін. Я осылай. Осылай болып кетті. Мен не жерде бір нәрсе қателестім. 777. Ол үшін осылай болады. Сіздер осын жай ғана жеке-жеке жинақтап, барлығын жинақтап жіберсеңіздер болады. Немесе былай істесеңіздер болады. Айталық, мен жаңадан бір файл аша салайын. Jupyter ноутбуктікіне, мысалы файл Python. Мына жерге бір a есебім деп айтайын. A есебі. A есебі. Енді осы жерге жазам. Import numpy as np. Одан кейін айтам, үш түрлі мән берем. A, B. Мысалы, ABC деп жазайын. ABC деген мән берем. Консольдан беріледі. Map integer input split. Айталық, мен өзім беретін мәндерім бағанағы не жерге шығады? 100, 110. Осы мәндер. Сөйтемін де мына жерге жазам. np random c a деген мәнді бекітем. Одан кейін мысалы енді жаңа бір сөз, жаңа бір массив болады. M деген массив болсын, или массив деген бір не болсын. Бұл жерге мен жазамын. Яғни np нүкте random int мәндерін берем. Бізге мына жерге b болады, өйткені аралық көрсету керек. Өтір мына жерге size тең c деп алсам, онда бізге mass энерге шықты. Mass дегенді көрсетеді, мынандай болады, бірақ бізге нәтижеге принтке жұлдызша mass деп шығару керек. Одан кейін осыны принтке міндетті түрде принтте ұмытпаңыздар. Принт, өйткені принт дейтін болсаңыздар консольда шықпай қалады. Сол жерде mass нүкте сумма деп шығардыңыз. Айталық, осылай шықты дейді. Енді осыны сіздер сақтадыңыздар. Бірақ сіз осы жерде save as деген нәрсе бар. Save as мына жерге, по-моему, айталық, мейлі, сіздер бұны сақтадыңыздар. Қарап отырсаңыздар, мына жерге сізде міне a есебі деп тұр. Осына мен a есебінде осыны тауып алам, қай жерде тұрған. Менде бұл файлдың ішінде, негізі сол үшін өздеріңіз файлыңызды ішінде істеген жақсы. Айталық, ол менде library емес, user серғалының ішінде, мынаның ішінде. Мынаны, мысалы, a есебі тұр ғой, үлкейсем үлкейеді екен. A есебі IPNB деп тұр, осыны аласыздар да, открыть с помощью деп па, немесе осыны питонда ашсаңыздар, питонда ма, немесе осыны жай ғана переименовать дейсіздер да, осыны питон файл шығаратын болсаңыздар, міне usepy деп, мынау сізге мынаның ішіндегі мәндердің мына жерде мынандай болып кетті, хорошо. Онда бұл жерде открыть с помощью питон десеңіздер болады, былай емес, значит, былай болмайды екен. Онда сіздерге сохранить как питон деп жазу керек.
IPNB. Былай ашсаңыздар былай ашылмайтын шығар. Ашылмайды. Бұл кезде қайтадан мен дәл есімде жоқ, көре салайын. Файл, экспорт, по-моему, или экспорт, download as. Міне, download as дейсіздер де, мысалы, мынандай бір жеке бөлік тұрғанда download, то есть сохранить, загрузить как. Python деп алсаңыздар. Опа, бұндай да жоқ екен менде. Хорошо. Так. Онда қандай көреміз? Онда file save as download as шыққан жоқ. Онда save as бір-екі-үш пай деп жазып көрейікші кәне. Былай да болмайды екен. Ойбай. Былай мен сақтап көрдім, бір-екі-үш пай деп. Оны көрейік қалай шығатындығын. Бір-екі-үш деген енді ол жерде. Міне бір-екі-үш Python. Былай шығады. Жақсы, былай болмайды екен. Сол үшін сіздерге негізі олай оңай тұр дейді, бірақ есіме түсіре алмай жатырмын. Сол үшін сіздерде мынандай нәрсе кезде мүмкін болса барлығын бір жерге жинақтап, яғни барлығын бір жерге жинақтап, осылай бір жерге жинақтап, былай бір жерге жинақтайтын болсаңыздар, онда ұзақ уақытта кетіп қалуы мүмкін. Мысалы 100-110 дейсін болсақ, нәтиже шығарып. Қазір мен ойланып көрейінші, негізі бұл болу керек еді. Save as. Басқан кезде өзі автомат түрде шығару керек еді. Жақсы, көрейік ондағай. Так, does not exist. Custom page. Мүмкін ерде. Все, окей. Мен мына жерде бір нәрсені қателестім. Мысалы, менде мынау 8-ші сабақта Python файлға келтіретін болсам, менде мынау 8-ші сабақта онда басынан істеп көрейін. Файл сохранить как или download как. И осы жерде менің мынау былай жазылмады. Міне жазылды. Қарасаңыздар 8-ші сабақ жазылды. Бұны ашатын болсам, міне менде барлығы стилінде. Енді бұл жерде мына комментарийім барын оқымайды. Бұны осылай жібере салсаңыздар да болады. Менде мүмкін бір жерде қателестім. Басынан істеп көре салайыншы мен. Мына жерде мынауым толықтай өтті. Ол үшін мен былай істеймін қайтадан. Мен бір жерден қателесіп тұрған сияқты. Басынан көрсете салайын. Тура осы есеп басынан көрсетем. Бізде 1 минуттай уақыт аз қалды. Осылай болды. Import numpy as np able setting map integer input. Осы сілтеме өшіп қалса, қайтадан осы сілтемемен кіреміз. 100-110. Одан кейін барып np seed аны қоямыз. Одан кейін не жерге бір mass деген функцияда np random it мәнін береміз. Бұл жерде b және size бойынша бізге тең 10 деген мән болатын болса, c болады. Енді мына жерге print mass жұлдызшаның өзін шығару керек. Print mass суммасы. Болмаса оңай тұры сумма mass деп жазылайық. Сол жерде суммасы шығады. Енді бізде осыны сақтау үшін мына жерге мысалы a дей салайыншы. A деп rename деп. Сөйтейін да осыны менде файл download как Python деп жазсам, міне бәсе осылай істеген кезде шығу керек еді. Міне осылай істесеңіздер оңай шықты. Осыны сізде мынандай нәрселер шығады. Ол кезде мынау бір мәндері барлығы бар. Оның барлығын өткізіп жіберсеңіз болады. Мынаны осыны көшіріп алып, бірден сіздегі кездейсоқ сандарға жібере салсаңыздар болады. Отправить. Сол кезде де сіздерде өту керек.
жоқ, егер былай емес, мына жеке тазалаймын десеңіздер де болады, мына әрқайсысын. Мына бәрібір комментарий ретінде оқып жатыр ғой, мынау селдердің барлығын комментарий, мыналардың барлығы бізде керек емес. Былай басын өшіріп тастасаңыздар. бірақ андай қылып жіберсеңіздер де болады. 10 тест өтті. Міне 20-шы тест, қазір уже нәтижесі шығады. Міне нәтижесі шықты. Түсінікті ма? Сұрақ бар ма? Егер сұрақ болмаса, әлде нені нампайды мына жақта да орнатуды көрсетейін ба? Ол кезде өте шимақ нәрселер көп болып кетеді да, қазір түсінбей қаласыздар ма деп отырмын да. Яғни кәдімгі қарапайым питонның өзіне не, мысалы мына жерге мен рандом істейтін болсам, мына өте береді да, мына жерде бірден өтіп кете береді. Өйткені сіздерде ол өтпей қалады, өйткені орнатылмай қалды. Егер көрсет дейтін болсаңыздар, онда Windows-тан көрсетейін, егер есімде бар болса былай істейік. Ол үшін Windows-қа крик қазір. Көрейінші, мен көрсетіп көре салайын. Так, жұмыстағы Windows операциялық жүйесіне кірем. Удаленный доступпен. Так, жұмысыныкі. Енді қараңыздар, не жерге менде Python файлын ашайын. Нампайға орнатуды көрсетемін. Бірақ енді мейлеріңізді ашытпауға тырысам, бірақ сонда да көрейік енді. MacBook'та оңай орнатылған еді. Не жерде Python деген тауып аласыздар. Міне Python, модуль, мануал, Python'ды бассаңыздар. Бұл енді черный экрандағы шығады сіздерде. Осымен жұмыс істесеңіздер де болады, немесе соңғы орнатқаным бойынша, яғни соңғы орнатқан Python 64, 11, 10-ды да орнатқан, 11-ді де орнатқан екен. Мысалы, ойбай, Python ideal. Бізге Python серверіне кетті, бізге керек емес. Хорошо, документы негізі. Документы. Python'ым қайда өзім? Мынаны бассам, сол ма екен? Мынандай қылып беріп жатыр. Қара экранда, сізде де қара экранда екен ма? Мүмкін, қара экранда шығар, мүмкін. Жарайды, осылай бола берсін, мен Python'ды аштым дейді да. Бұл жерде сіздерге неге қарапайым Python жоқ осы? Python міне модуль doc дейді, manual. Иә, мен тұр ғой міне. IDLE дегенді ашасыздар. Опа, менде ол жоқ екен. Хорошо. Python 3/10 емес, 3/11 дегенді. Өйткені мен кеше орнатқанмын. Жарайды, мынау түрін беріп жатыр енді, мақұл, осымен істеймін. Контрол не дейтін болсам. Бұл жерде андай ашылмай жатыр екен. Документы. Документы дегенде. Мін тұр. 3/11 соңғы орнатқаным, мен мынаны ғой таппай жатқаным. Сіздерге мынандай версиясын таппай жатқаным. Мынаусын ғой мен таппай жатқаным. Қарап отырсаңыздар, мына жерге сіздерде import numpy as np дейтін болсаңыздар, сіздер мынандай қате, ойбай, орнатылып кетті ғой. Или сіздерде орнатылып тұр ма?
3.11 версиясында NumPy бар ма? Оны қарап көре аласыздар ма біреулеріңіз? Себебі что-то мен күтпедім, орнатылып қойған болса, онда стандарттың библиотеканың ішіне кіріп тұрмын онда. Жақсы ол. 3.10-ды жоқ, 3.10 емес, 3.11. Мен 3.11-ге орнатқан жоқ. Сіздерде мынандай импорт pandas деп қойшы, pandas ASP. Pandas та орнатылып тұр. Import scalar. Так, бұлай жоқ екен. Или мен кеше орнаттым ба? Жарайды, егер сіздерде мысалы ондай осындай орнатылмай қалса, онда былай орнату керек. Айталық менде орнатылмаған, онда мен не қылайын? Өшіріп тастайын. Ол үшін өшіру үшін командный строкаға кіреміз сіздер. Командный строкада Python m pip uninstall. Алдымен қай Python екенін көрейік мына жерге. Алдымен қай Pythonда бар екендігін көрейік. Python басқан кезде 3.11 екен бар екен да. 3.11 ол мынау 3.11 версиясы, мынау 24 деген. Бізде осы версияны айталық сіздерде ол орнатылмаған деп есептейік та, міне тура мына уақытпен. Онда сіздерде бүйтейік. Екеуі де бар дейді. Мына жерде мен сұрағанда pandas бар екен ғой. Онда pandas бар болатын болса, егер 3.11-ді орнатсаңыздар, онда өте күшті болып тұр. Онда Python NumPy функциясы бар. Онда мына жерге жаза саласыздар кәдімгідей. Жай ғана import pandas, import NumPy as np. Одан кейін бағанағы мәндер ғой, енді srnm және map integer input split тестерді бағанағыда np random seed s. Одан кейін мысалы a деген массивімізге NumPy-дың ішіндегі random жоқ па? Негізі жоқ болу керек бәсе. Random int NumPy random int. Одан кейін бұл жерде негізі Jupyter ноутбуктың өзінде орнатсаңыздар, ол автоматты түрде мынау Pythonның өзіне де орнатылу керек еді. Одан кейін r, одан кейін size тең n деп жазасыздар. Сөйтесіздерде print бағана жұлдызша a, print сум. Оны сақтау үшін Ctrl-S. Мынандай бір есеп болсын. Сөйтесізде осыны запустить ету үшін runды немесе Ctrl-F бассаңыздар. Сөйтесіз, мына жерге бағанағы 100 және 10-ды берсеңіздер, тура сол мәндерді беріп жатыр. Осыны сақтай аласыз. Біз алдында Jupyter ноутбуктың өзінде біз орнатқан едік. Естеріңізде бар болса, ол жерде мен былай орнатқан едім. Сол кезде автоматты түрде мына жерде де орнатылыпты. Менде сіздер естеріңізде бар болса, мен қазір оны көрсетейін. Jupyter ноутбук деп ашасыздар. Jupyter ноутбук ашқан кезде осы жерде мен кеше алдыңғы сабақта мен былай үйреткен едім. Қателеспесем осы шығар. Мына жерде мынау тура осылай орнатуды көрсеткен. Егер осылай Jupyter ноутбукта орнатсаңыздар, бұл сізде жалғыз ғана Python болатын болса, жалғыз ғана 3.11 Python болса, осы Jupyter ноутбук 3.11-ге байланғандықтан сіздер мынау Jupyter ноутбукты автомат түрде өшерде орнатсаңыздар, сол Pythonға барып орнатылады. Бірақ кейде сіздің компьютеріңізде бірнеше Python файл болып қалады да, то есть версиялар болады, 3.6 болады, 3.7, 8, 9. Бірақ мынау Jupyter ноутбук ол тек қана біреуіне ғана байланады да, 3.7 ма, 3.8. Ал соңғы версиясы Pythonда ол жасалынбай қалуы мүмкін. Сол үшін сіздерде мынау осы қай версияда орнатылған, соны тауып алу керек. Егер ондай болмаса, онда бұл жерде былай істейміз. Онда айталық сізде орнатылмаған, онда мен аны орнатылмағанын дәлелдеу үшін бүгін қайтап NumPy болып кетейін деп тұр. Онда мен командный строкадан өшіріп тастайын да алдымен. Ол үшін pip uninstall
install numpy дейсіз. Так, ондай жоқ. Мынандай іс болып тұрса, uninstall деген. Онда былай істейсіздер. Python -m pip uninstall numpy. Міне ой, ес деп жазасыздар. Сөйтесіздер кетті. Енді қараңыздар. Мына жерде, ойбай, мына жерде менде вроде кетті. Ол үшін жауап ашайын. Міне оны қайталап мынаны run дейтін болсам, менде ошибка берді. Сіздерде де осындай ошибка беруі мүмкін. То есть, егер сіздерде Python орнатылмаған болса, то есть Pythonның версиясында орнатылмаған болса, сіздерде, скорее всего, осындай қате болу керек. Ол кезде сіздер мына ғана сөзді жазсаңыздар болды командный строкада. Python, қараңыздар, мынау командный строка деген терминал ғой, енді мысалы терминал. Терминалда осыны бассаңыздар, немесе Windows-ды бассаңыздар, енді сіздерде Windows немесе выполнить деген нәрсе бар, мына жерде. Run деген, выполнить деген мынандай бар. Осы жерге жай ғана cmd жазсаңыздар, cmd деген сөз командный строка деген сөз. Мына командный строкада Python деп көрсетесіздер, -m деп жазасыздар. -m, яғни Python тұрған жерде, сол жерде -m деген нәрсе солған доступ алып, pip деп жазып, pip деген орнататын программа, install numpy деп алсаңыздар, онда сізге numpy'дың соңғы версиясын орнатады. numpy'дың соңғы версиясын орнатады. Орнату үшін былай есептейді. Сол секілді пандасқа да үст бастайсыздар. Python -m pip install pandas десеңіздер де болады. Ол кезде мына жерге орнатылады. Бірақ енді сәл уақыт алуы мүмкін. Оны қалай тексересіздер? Жай ғана мына жерде мысалы import mass дегенде қатесіз шығады да. Сол секілді import егер pandas орнатылып қойса, мен жағдайда орнатылған, онда сізде қатесіз шығып тұр былай да мысалы. Егер не болатын болса, мысалы import numpy дейтін болса, менде қате болу керек. Қазір қатесіз болды, себебі менде орнатылды. Яғни менің кодым, мынау кодым қазір жүктеген кезде, выполнить басқан кезде қатесіз жұмыс істеу керек. Мысалы 110 деп жазсам, міне қатесіз істеу керек. Түсінікті ма? Сондағысы мына жерге мынау сөз қайтадан көрсетейін. Мына жерге кез келген орнатылатын пакеттерді, библиотекаларды басасыздар. Командный строкаға, яғни бірінші Ctrl плюс R-ді бассаңыздар, мынандай терезе шығады, выполнить деген терезе шығады. Run деген мынандай терезе шығады. Осы жерге cmd-ді басасыздар. cmd деген сөз ол терминал. Осылай басасыздар. Онда терминал шығады. Осы терминалға сіздер бір нәрсені біліп алу керексіздер. Мынау Python файлыңыз, мына жердегі Pythonды жаңадан ашқан кезде сізде мынаны жақсылап біліп алу керексіздер. Мынау 3:10 деген сөз, мына жердегі мынау бастапқы 3-еу тура осы версиясы мынау командный строканы ашқан кезде, мына жерге өшіре сақталады. Өшіре салайын, көбейтпейді. Бір нәрсені қатты ескеріңіздер. Мынау жердегі Python файлы, мынау тура осы сөз, мына жерге терминалға жазған кезде, Python деп шығарған кезде, осы сөз бірдей болу керек. Мына жерге. Сол кезде версиялары бірдей болу керек. Егер версиясы бірдей болмаса, онда кеңесім Pythonның барлығын неде өшіріп тастаңыздар, басынан орнатыңыздар. Әйтпесе көп Python болған сайын қателесесіздер. Осындай версиясы бізде мынау Python мен мынау Python бірдей. Шығару үшін exit. Егер мынандай 3 жұлдызша деген сөз, Python ішіне кірдім деген сөз. Жалпы Pythonды басқан кезде Python ішіне кіресіздер, exitті бассаңыздар, Pythonнан шығарады. Осы жерге міне выполнить басқаннан кейін, Ctrl, не жерге емес, мына жерге енді жазуым сәл кішірейіп тұр енді. Мына жерге Python -m пробел, одан кейін орнату үшін pip деген міндетті түрде install, егер numpy болса numpy, болмаса егер өшіру пакеттерді алып тастау үшін болатын болса, онда
егер numpy'ды алып тастау үшін болатын болса, мына жерге un деген сөз жазыласыз. Un деген сөз кері өшіріп тастау деген сөз. Uninstall numpy, сол секілді pandas болсын, немесе басқа сол нәрселердің бәрін жаза бересіздер. Қазір pip install numpy'ды бассаңыздар өзі тез жүреді. Сол секілді pandas болсын, немесе sklearn, басқа нәрселерді орната бересіздер осылай. Осы нәрсе сол кезде орнатылады сізге. Енді сұрақ болмаса, мен жаңа тақырыбын бастайын. Бір сабақ сол түсіндірумен өттік. Жалпы Jupyter ноутбукта да қалай шығару керек екен, қалай оны Python файлға түрлендіру керек екенін көрсеттім. Одан кейін мына жерге жіберуді де көрсеттім, екі жолмен неден көрсетуді. Енді мына жердегі статистика деген есептерде, бұл жерде мен алдыңғы қайта-қайта көрсетпей қойын. Бұл жерде мынандай нәрсе 3 параметр берілген, бағанағы консольдан енгізілетін. Сөйтесіз SNM деген сөз C-ді ол бекітесіздер. Мынау кездейсоқ сандар мәнін ол тұрақты, -10 мен 10-ның арасында. Ол жерде бағана кодқа қарайсыздар. N және M деген матрицасы бағана random seed-тің ішіндегі, random int деген ішінде size деген нәрсе бар. Қандай расширение, соны көрсетесіздер. Сөйтесіздер да сол бойынша орта шамасын бағана біз сумманы алсақ, сол секілді орта шамасын, дисперсиясын және стандарт deviation, яғни стандарт ауытқуын шығарсаңыздар болды осы жерге мәнде. Одан кейін бір жерлерде бар, round деген нәрсе бар, қарапайым roundты қолданасыздар. Мысалы, егер p деген санымыз бар ғой, енді import mass және mass p деген x, мысалы p деген санымыз бар, mass p деп аласыз. P деген санды алған кезде мынау сан бар да. Бұл round дегенді қолданатын болсаңыздар, енді есімде жоқ, қолдандым да. Бізге мына жерге 2-ден қайыр деп тұр, 2 саннан қайыр, яғни үтірден кейін 2 саннан қайыр деген сөз. Round p үтір 2 деп болса, үтірден кейін 2 санды қайырады. Егер кейбір есеп бар, мына жерге 4 саннан қайыр деген, онда 4 деп санын қайырсаңыздар болды осылайша. Жалпы осы, мынау 5-те-1 деген сөз 5 қатардан тұратын, бір ғана бағаннан тұратын есебінен шығады. Мынау рандом өзі шығарып береді. Мынау керісінше бір қатардан тұратын, 5 бағаннан тұратын мәнді шығар, және оның стандарт несі орта шамасы, стандартын осылай. Мына жердің бәрі рандом сандар, seed-ті бекітесіздер. Мынау бірінші мәндердің барлығы seed деген бекіту. Ой, кодты көрсетіп қойдым ғой. Хорошо. Жақсы. Бұл енді тапсырмалар барлығын қарай беріңіздер. Мына жерде көбейту бар, бас диагональ бойынша есептердің барлығын өздеріңіз қарап шығарып көріңіздер. Егер сұрақ болмаса, онда мен пандасқа өтейін. Сұрақ бар ма? Так, пандас бізде енді 9-шы сабақ болып кетті. Егер пандас туралы кішігірім қайтадан айтатын болсам, мына жерге мынандай қылып жұмыс істей беруде болады, егер бір ғана Python болатын болса, осылай істесеңіздер де болады. Так, ол үшін кішігірім тағы еске түсіре салайын, пандас дегеніміз не екендігін. Негізі пандас деген numpy'дан айырмашылығы. numpy ол основном нумерациялық сандарды калькулятор ретінде қолданылады. Манипуляция жасауға болады, олардан өрнектеуге, басқа керекті мәндердің барлығын алуға, түбір астын алуға, максимум, минимум, стандарт ауытқуын, тағы да басқа матрицалы, нөлдік матрицаларды алуға, рандом арқылы бекітуге болады деген секілді. Ал пандастың мүмкіндігі не? Пандас деген бұл таблицалармен жұмыс істеу. Таблицалармен көбіне бұны дата аналитикаға қолданады. Ол жерде түрлендіруге болады, басқаша істеуге болады, әрбір баған бойынша мәндерді алуға болады. Әрине, ана жерде де болады, олай істеуге. Бірақ пандаста көбіне таблица ретінде көруге болады. Бұл жерде енді мынандай түрлері бар. Бұларды мен енді бір сыпырып көрсетемін бүгін. Барлығын көрсетпесем де негізгі нәрселерін көрсетемін. Сұрақтар осыған байланысты болады. Бұл жерде де пандас библиотекасын қолданған кезде де біз рандом сандарды қолданамыз уақытша. Өйткені рандом сандарды қолдану үшін бізде түрлі мәндерді есептеген кезде ыңғайлы болады. Ол үшін мен Jupyter ноутбугымды ашайын. Мына қараңыздар. Ол үшін егер сізде орнатылмаса, бағанағыдай орнатасыздар. Орнатылмаса, онда орнатылып болғаннан кейін жай ғана импорт жасайсыздар. Бұл жерде орнатылды, то есть импорт жасалынды. Сөйтеймін де ең бірінші нәрсе, мынау pandas дегенде көбіне қысқа сөзбен PD деп айтады. Егер numpy дегенде NP деп болатын болса, pandas дегенде PD деп айтылады. Қарап отырсаңыздар, мына жерде
мынау нампайды қолданбаймын, тек қана импорттаймын пандасты ғана. Пандас дата фрейм, пандастан. Дата фрейм деген нәрсе ол таблица. Қарапайым тілмен айтқанда таблица. Енді біз білеміз, иә, бәрін алдымен өшіріп тастайын. Мәндерін пандасты импорттайық. Егер орнату керек болатын болса, былай орнатасыздар. Версияны обновить ететін болсаң, мен версияны былай да орнату болады. Егер сізде бір ғана Python және сол Python Jupyter ноутбукпен байланған болатын болса. Енді менде 3.9 версиясы мына жерде. Сол үшін енді бұларды орнату керек. В принципе, негізі мен орнатып қойғам. Өйткені орнатылған кезде мынау шықты. Енді қараңыздар, бізде мынау range қарапайым Pythonмен айтамын. Range 10 деген сөз бізде мынандай бір мәндерді береді, мынандай мәндер. Яғни 0-ден бастап, өйткені range деген сөз бірден кәдімгі нумерациялық реті бойынша орналасқан 0-ден бастап 9-ға дейін мәнді береді. Біздер көбіне естеріңізде бар болса, біз range деп for циклында көбіне қолданамыз. I in range. Бірақ өзі I деген сөз 0-ден бастап 10-ға дейін 10 кірмейді. Сол секілді мына жерге тура сол нәрсені A деп теңестірсеңіздер, мына жердегі мәні шығар. Былайша айтқан кезде мынау деген сөз циклдағы бұл былай ғой негізі for I in мынау мәндері деген сөз ғой былай. 0-ден бастап 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Жалпы осы деген сөз ғой I-дің әрқашан осы 0-ден бастап алып отыр деген сөз ғой осылай. Мынау range деген нәрсе осы негізі. Яки былай жазса негізі көп жағдайда біз осылай жазамыз, оны көбісі түсіндірмеу мүмкін, бірақ негізгі мақсаты осылай жазсаңыздар болады деген сөз. Енді қараңыздар, бұл жерде біз не нәрсе, A деген мәнімізді шығардық, яғни массив. Қандай да, өйткені мына жерге мен A-ның өзін ғана шығаратын болсам, қараңыздар, жай ғана A-ны шығаратын болсам, бұл range деп шығарады да былай. Бірақ егер мен print A деп жазсам да, мен осылай шығарып береді. Range 0-ден 10-ға дейін деп. Бірақ жұлдызша қылатын болсам, бұл сіздерге тізім ретінде береді да. Тізім ретінде осылай шығарып береді. Немесе не жерге лист деп шығарсаңыздар, не жерге лист деп қоятын болған кезде, онда сізге мына range былай істеп көрсетейін өте. Print A-ға және B тең list A деп алайын да, сөйтейін да, print B деп екі жағдай көрсетейін. Мынау A деген біз көрдік мынандай болды, B деген мынандай болды. Егер мына print жұлдызша B деген сөз, мына жақшадан алып тастайды деген сөз. Енді қараңыздар. Егер сіздер PD нүкте data frame дейтін болсаңыздар, яғни PD-ның ішіндегі, онда біздегі мынандай мәнді біз таблица түрінде көрсетеміз. Таблица түрінде дегенім мынау бір жол бойынша. Қарап отырсаңыздар, біздегі негізгі нәрсе мынау ғой. A дегеніміз бізде range деген нәрсе ғой. A дегеніміз мынау ғана да. Осыны data frame түріне айналдыратын болсақ, бізде қатардан тұратын, яғни 10 қатардан тұратын индексі бойынша 0-ден 10-ға дейін, яғни 10 кірмейді. Бағаны 0 деп жазылды. Бұл бізге data frame құрып берді. Data frame деген сөз таблица түрінде келтіріп берді. Енді data frame дейді негізі бізден таблица кесте. Енді қараңыздар. Мына жерге np деген numpy'ды аламын. Numpy'ды осыны бізде reshape деген нәрсе бар. Reshape деген нәрсе бұл біз алдында өттік. Мынау бізде бір өлшемді ғой, бір өлшемді. Осына мынандай 4-5 қылып 2 өлшемді қылайық. Мынаны қарап отырсаңыздар, мынандай 2 өлшемді. Тура осы S деген нәрсені біз data frame түріне келтіретін болсақ, қараңыздар, индекс бойынша мына жерге баған бойынша, яғни 0-де баған бойынша жүреді. Бағаны бойынша да индекс 0-ден басталады, қатар бойынша да индексі 0-ден басталады. Сонда 0-де 0 мынандай бір кесте шықты. Кесте. Data frame. Немесе сіздер сөздік деген нәрсені мен алдында өттім. Сөздік деген нәрсе бұл мысалы бізде мынау A-ның библиотекасы бойынша мынандай бар, B-ның сөздік бойынша мынандай, S деген мынандай. Егер осыны келтіретін болсаңыздар, мынау D деген сөздік та. Не үшін сөздік? Егер типін қарайтын болсаңыздар, print type D алатын болсаң, бұл dict, яғни сөздік. Мынандай сөздіктер бар. Бұл деген сөз, мысалы, егер сіздер D, мысалы, A деген мәнді алатын болсаңыздар, онда сізге мынау 1, 2, 3, 4 мына мәнді алады. Егер сіздер B деген нәрсені алатын болсаңыздар, онда мына мәндер береді деген секілді, бұл сөздік. Тура сол секілді, мысалы, df деп айтайық. Df деген сөз, енді мен көп жағдайда дата аналитиктер болсын, жалпы Pythonды қолданған кезде, дата фрейм жазған кезде, D және F деген әріптерді қолданады, df деп жазады. Df, D деген сөздікті, мынау сөздікті біз кесте түрінде келтіреміз. Кесте түрінде келтірген версиясы.
яғни бірінші а дегеніміз міне мынандай болды, б дегеніміз мынандай, с дегеніміз мынандай. Яғни мынау кілті ретінде біздің кілтіміз бағанның атауы болып кетеді. Кілті. Өйткені мынау сіздер сөздік қолданған кезде the keys деген нәрсе бар, бұл сөздіктер, яғни кілттері, сөздік, немесе the values деген бар, бұл мәндері. Сәйкесінше мәндері. Егер сіздер the items дейтін болсаңыздар, онда сәйкесінше екеуінде көрсетеді. А дегеніміз мынау, Б дегеніміз мынау сәйкесінше көрсетеді. The keys деген кілттері ол бағанның атауы болып кетеді, мынау мәндері болып кетеді. Міне мынау сияқты. Енді мынаны қарайтын болсаңыздар, мен жеке былай жазбас үшін мынаны былай кез келген мәнде аламын. Мысалы np array arrange немесе осылай жазсам болады, немесе мына жерге мен сіздерге алдында көрсеттім, яки осылай жазсаңыздар болады, немесе бір жолы осы, немесе екінші жолы arrange деп алатын болсаңыздар, онда сіздер жай ғана былай жазсаңыздар да болады, бірден сол нәтижені береді. Міне қарап отырсаңыздар, екеуі де бірдей нәрсе. Мынау. Бұл а деген сөз array range. Тура мынау нәрсенің қызмет атқарып тұр. Бірақ кейде енді мен сіздерге тапсырмаларды мен былай берем. Sit алдын ала берем. Енді бұл жерде np деген numpy деген орнаттым, яғни numpy'ды бердім. Міне numpy'ды көрсеттім. Бұл numpy'ды жүктедім. Numpy жүктегеннен кейін мен мына жерге мынандай нәрселер берейін. Егер басынан істейтін болсам, мысалы import numpy as np, және әрдайым жауабы бірдей болу үшін random sit деп жазамын да, sit деп. Сөйтемді мысалы енді 777 деп алсам, сөйтемді бұл әрдайым бір мәндер бірдей болады. Сөйтем осы жерде мен мына жерге бірден data фреймді құрып, енді жеке қолданатын болсам, онда былай істеймін. Мысалы а деген алдындағыдай құрған секілді np random rand int бүтін сандар, және бұл жерге мысалы бүтін сандар сан аралығын көрсетем. Маған 0-ден бастап мысалы 100-ге дейін сан болсын, 100-ге дейін бір сандар, үтір, size, не жерге маған 4-5 керек болатын болса, онда size 4-5, яғни 4 қатардан 5 бағаннан тұратын бір мәндер. Осыны бір көрсете салайын, а деген не екендігін. Міне былай шығып тұр. Егер бұны былай істейтін болсаңыздар, тек қана консольда бұндай нәрсені көрсетпейді, сол үшін консольда шығатын болу үшін print a деп жазу керек болады. Сол кезде мынандай нәрсе болады. Енді осы бізде a деген мәніміз бар. Осыны data frame түріне келтіретін болсам, жай ғана pd data frame деген сөз үлкен әріппен және f деген үлкен әріппен жазылады. a деп алатын болсам, онда бізге міне мынандай мынау мәнді бізге data frame түрінде келтірді, кесте түрінде. Енді қараңыздар, бізде мына кесте түрінде келді. Бұл мәні айталық df тең деп айтайық. df депте. Енді бізге мынау мәндерін, бағанның кілттері бар ғой, біз айттық қой, бағанның атауларын өзгерту үшін сәйкесінше, мысалы бізде мынау бағанның columns, егер нерге columns деп жазатын болсаңыздар, сіздерге 0-ден бастап, мына жерге айтады, 0-ден бастап 5-ге дейін степ 1-ге жүріп отыр дейді. Егер сіздер мынандай шықса, осыны сіздер теңестіре салсаңыздар, жай ғана мынау секілді. Қанша мәннен тұрады бізге? Мынау мәннен A, B, C, D, E, сонда df автоматты түрде A, B, C, D, E деп шықты міне. A, B, C, D, E деп шықты. Немесе, енді мынерге reshape арқылы істейік. B деген мәніміз бар бізде. B дегеніміз мәніміз бізде мынандай мәндерді 0-ден бастап келтірілген. Осыны жұп тақы ретінде 1-ден келтірем. Бұл жерін істедім. Мен мынаны 10-да 2 қылып жаздым. 10-да 2 деген сөз 10 қатардан тұратын 2 бағаннан 2 бағаны бар матрица құрдым. Сөйттім де оны data фреймге түрлендірдім. Ол түрлендіргенде мен білем ғой, енді мына жерге 0 және 1 деп шығады ғой. Сөйттім де менің оның columns name, яғни бағанның атауларын жұп және тақ деп алдым. Яғни мына жұп қатар, мына тақ қатар деп алып алдым. Сөйттім де df-ті шығара салдым. Бірақ бір ыңғайсызы, егер сіздер мына жерге көрсетеді, мына жерге тура солай жұмыс істейтін болсаңыздар, айталық мына жердегі барлығын мен осылай істейтін болсам, мына жерде келтіретін болсам, менде import pandas as pd және import numpy қолданбайық, мен былай істей салайын.
а тең бізде а яғни np менде numpy бар екен бәрібір. Import numpy as np әрдайым бірдей санды қыла берейін. Random seed мысалы 1 деген бола салсын. Сөйтеймін де а деген мәнді а деген мәнді мен np random rand int қандай аралыққа дейін, мысалы 100-ге дейін мәндер деп алайық. 100-ге дейін мәндер size тең. Енді бізге 10 қатардан 2 бағаннан тұратын болсын. Бірақ бұл жерде мен істей алмайды екен ғой. Мен бұлай random seed керек емес. Менде мына жерге бір тұрақты мәнді ала салайын. Тұрақты мән дегенім бұл жерде 10-20 мән. 20 мән. Рандом керек емес мына жерде айтпақшы. Мен мынандай қылып істегім келіп отыр ғой. Ол кезде мен былай істеймін. А деген мәнім бізде np array деген бір жол бар. Егер сіздер білмесеңіздер, range деп мына жерге 20 деп көрсетсеңіздер болады. Print a деп шығарасыз. Былай шығаратын болсаңыздар, так pandas деген жоқ болып тұр. Мына жерде мен pandas мына жақта орнатпаған екем. Бұл 3/10 бойынша, яғни мынаның ішінде орнатылмаған. Сол үшін мен бұл жерге орнату үшін өзімде, то есть бұл жер деген сөз macOS-та мен орнатпадым. Оны орнату үшін менде 3/10 версиясы екен. Мынау 3/10 версиясы. Қазір қиын болып кетеді. Ол жерде ладно, орнатпай ақ қойшы мына жаққа көрсетпей ақ қойшы. Көрсететін болсам ұзақ жол кетеді. Уақытты көп алып қалады, оны көрсетпей ақ қойшы. Ол жерде жұмыс істей берші мына жерде. Өйткені ол жерде менде 2 түрлі версия бар, 3/9 бар, 3/10 бар, жұмыста да қолданып жатқан бар. Ол мен қазір қолданатын болсам өзгертіліп кетеді. Jupyter ноутбукпен көрсете берейін. Менің жалпы айтпағым, мына жерде def деген сөз былай жұмыс істеп көре алмай қаласыздар. Сіздер міндетті түрде print деп жазу керек болады. Бірақ print деп жазсаңыздар, сізде мынандай түрі көрсетіп отырады. Data frame түрінде көрсетпейді, кесте түрінде көрсетпейді. Яғни мынандай сияқты әдемі қылып көрсетпейді дегенім. Енді сол секілді математика амалдарда жұмыс істеуге болады. Мысалы айтайық, қосу. Бізде білеміз ғой, енді мына жерге мынандай бір data frame бар. Енді сәйкесінше мына жерге жаңа бір баған ашам. Бағаның атын қосу деп алам. Сөйтемін де осы сәйкесінше мәндердің жұп және тақ сандарын қосап отырамын. Бір-біріне қосам. Мына жермен мына мәндерді қосам. Айталық, менде жұп және тақ мәндерді қосу керек. Сол кезде 0 және 1-ді мен қосам, яғни қосылу. Сол кезде қосу деген. Яки сіздер былай алсаңыздар болады. Мысалы, сіздерде жұп және осыны өзінде алсаңыздар болады. Және немесе былай алсаңыздар. Екеуінің айырмашылығы қай кезде қолданған дұрыс. Айталық, мына жерде бізде мынау data frame деген кезде енді бізде мынандай бар ғой. Егер сіздерде мынау енді columns name'ді өзгертіп алсайын. Columns name'ді мына жерге жұп емес, жұп сандар деп алайын. Және мына жерге тақ сандар деп алайын. Тақ сандар және қосындысы деп қоя салайын да мына жерге def-ті қайта өзін шығарайын. Мына жерге былай шықты. Енді айталық бізге мынаның барлығын үшеуінде қосу деп айтайық та мына жерге. Үшеуінде қосу үшін мен бағанағы секілді, мысалы def total дей салайын, мысалы барлығы деп ше, барлығы. Егер мен тең def қосылған мына жерге мынау сандарды айтатын болсам, былай істейтін болсам, менде уже қате береді. Себебі мынандай нәрсе сіздерде пробел болғандықтан жай ғана мысалы мен теңестіре салайыншы барлығы деп. Сіздерде уже қате болады мынандайға. Не үшін қате? Себебі мынандай версия қолдану үшін сіздерде былай қолдану үшін сіздерде мынандай бір бағаның атауы бір ғана сөзден тұру керек, немесе нижний подчеркиваниемен жазылған бір сөз болу керек. Егер де сіздерде мынандай былай жазылса, бір сөз ретінде жазылса, онда онда сіздер былай қолдана аласыздар. Мынаны бүйтіп қолдана аласыздар. Бүйтсеңіздер, онда def шығарған кезде бізде барлығы деген сөз жұп санның мәні сәйкесінше шығады. Сол үшін сіздерде мынандай версияда қосу үшін, былай қосу үшін сіздер егер арасында пробел болатын болса, басқа болатын болса, онда сіздерге әрбір бағаның атауын осылай жазу керек болады. Айталық, қосылған def бағаның атауы не жерге тақ сандар деп ше.
енді мына жерге def тастаңыз. Сол кезде міне барлығы деген сөз, мына қосынды мен барлығы екеуі бірдей, себебі біреуінің мынау арасында пробел болғандықтан мен былай жаздым, мына жердің арасында мынандай пробел болғандықтан мен былай да жаза аламын. Негізі екеуінің айырмашылығы жоқ. Жалпы түсініңіздер қай кезде мен қалай қолданатындығым, мынаны былай да. Енді математика амалдары бар. Бұдан басқа да қандай нәрсе? Көбейтуге де болады, мысалы. Мен мына жерге енді мұндай менің мәндерім өзгеріп кетті. Мынандай мән, менің соңғы мәнім df деген мәнде мынандай мәндер бар еді. Маған жұп сандар және тақ сандары қалдыру және қосындыны қалдыру керек еді. Барлығы деген нәрсе немесе атауын өзгерту керек. Жеке бір ең оңай жолы, егер де сіздер бастапқы кезде жұп таққа келтіретін болсам, онда ең оңай жолы сіздер columns дейсіздер де, columns тең, мынаның атауларын, мысалы бізде жұп мына жерге тақ деп алып, мынаның қайталап өзін көшіре салсаңыздар болады. Ең оңай жолы. Сол кезде міне жұп тақ және қосындыны көреді. Бірақ егер мынаның сіздерге ауыр жолы керек болатын болса, онда сіздерге мысалы оңай жолы сәйкесінше мәндер, сәйкесінше бағанды сәйкесінше мен қалдыра саласыздар да. Ал егер негізі тек қана біреуін ғана өзгерту керек болатын болса, немесе мынаны ғана, ол кезде сіздер былай істейді: df name rename мынандай жазып, одан кейін columns деп жазып, тең сөйтесіздер де, яғни columns деген ішінден, осылай сөйтесіздер де, соған сәйкесінше атын өзгерту, мынаны таңдайсыздар. Мысалы қосынды деген сөз, мынаны қойып, қос нүкте, жаңа атауының аты, мысалы бізге мына қосу дегенді қайталап келтірейін. Мына жерге қосу деген болады да, сөйтесіздер df шығаратын болсаңыздар. Міне бізде қосу, ойбай, былай істеген кезде мына жерге қайтадан сіздерге теңестіру керек. Тең деп, сол кезде ғана өзгереді. Міне қарап отырсаңыздар, бастапқы қосу, егер мынаны былай жазбасаңыздар, онда не болады? Егер мен қайталап бұны жүктейтін болсам, менде қосу деген уже сөз бар ғой, мынаны қайталап істейтін болсам, уже менде қате болады. Ондай қате болмайды, себебі мынандайды іздейді, жоқ болса игнор жасайды. Енді барлығын да өзгертетін болсам, мысалы барлығы деп total дей салайын, мысалы total. Ол кезде міне мына теңесті, оны міндетті түрде теңестіресіздер. Ең оңай жолы былай істей салсаңыздар ыңғайлы. Негізі ең оңай жолы жай ғана қосу, мына жерге total деп ше. Осылай істесеңіздер ыңғайлы болады. Егер оны санаулы біреуін ғана өзгертетін болсаңыздар, осылай df нүкте rename columns тең былай жазу керек болады. Так. Одан кейін мысалы көбейту деген жұп тақты көбейтеміз, сонда екеуінің көбейтіндісі мынау сәйкесінше жұп пен тақты көбейтіп жатырмыз, міне екеуінің сәйкесінше мәндер шықты. Сол секілді бөлуді де көбейту бар, қосу бар, екеуінің көбейткен кезде міне көбейтуді бөлеміз, мына қосуға мәндер шықты. Және тұрақты бір, енді мына жерге мысалы бөлу дегенді жаңа бір баған құрдым, осы бағанда бөлуді көбейту және қосу деген екеуін бөлдім. Яғни бізде мына көбейтуді қосуға бөлген кезде міне мәндер шықты. Сол секілді мына жерге мысалы сізде бір дата фрейм бар, тұрақты бір мәнді алатын болсаңыздар, констант ретінде бір қоятын болсаңыздар, мысалы мен бірлік деп бір жаңа баған құрдым, жай ғана бірден барлығы автомат түрде қанша баған бар мына жерде, соның барлығында істей салады. Бір деп жалғап береді. Барлығын бір деп. Немесе сол секілді мысалы дата фреймге мына жерге әріп деп қойдым ба, барлығын а деп жаздым. Енді қараңыздар. Мысалы мына жерге мен енді білемін, Қазақстан деген нәрсе бар. Қазақстан деген нәрсе бар. Енді осы жерге мен каз дейтін болсам, бұл жерде міне каз деген нәрсе бар. Енді мынау L деген нәрсем бар ғой менде. L деген нәрсем менде мына жерде барлық әріптермен сәйкесінше бізде, өйткені енді менің жағдайда 10 әріп туындап қалды. 10 әріп туындап қалды мына жерде. То есть 10 әріп деп, 10 индекс сан болды. Қазақстан дегенде тура сол санмен сәйкес болып қалды. Егер ондай болмаған жағдайда меніңше нан болады, немесе қайталанады. Қазір көре саламыз ғой. Нақты есімде жоқ. Мысалы Қазақстан дегенде бір әріпін алып тастайық мына жерге. Сөйтейік та, мынау каз дегенде жазып көрейік. Ол кезде сізге қате береді, себебі сізде мынау жалпы мына жерде
мынандай мына жерде сіздерде сәйкесінше мәндер бар ғой, сәйкес емес, яғни Қазақстан деген мынау N деген әріпін алып тастадым, бұл жерде бізде 9 ғана әріптен тұратын болып қалды, ал бізде 10 қатардан тұрады, сол үшін бізде қате шықты. Енді ондай қатені қарайсыздар, ондай қате болмауға тырысыңыз, сәйкесінше болу керек. Егер осы Қазақстан деген сөзді, мысалы Қазақстан деген сөзді не жерге Қазақстан деп тура келтіру үшін, да, мынамен бірдей қылдыру үшін. Енді қараңыздар, менде мынау әріп және мынау каз деген екеуі де стринг, яғни символдық әріптер ғой. Мен мынау математикалық амалдар істеген кезде, қосу, азайту, көбейту істеген кезде, мына питонда да істейтін едік қой біз. Питонда да сөз бен сөз қосылады. Сол секілді баған, сәйкесінше бағандарды, мысалы, сәйкесінше бағандарды, сәйкесінше болғанда, сәйкесінше қатардағы екі баған немесе бірнеше бағандарды қосып қосалам, азайта алмаймын, қосалам. Ол үшін мысалы әріпті қосамын Қазақстан деген сөзге. Сонда қарасаңыздар, не жерге әріп сызықша каз, сол кезде АК деген қосылды, сәйкесінше қосылды. Егер де мен бірлікті де қосатын болсам, мысалы бірлікті де қосқым келіп жететін болатын болса, онда бұл жерде менде бірлік деген бүтін сан ғой, ол кезде менде қате шығады. df бірлік дейтін болсам, кәдімгі питондағыдай қате шығады. Өйткені естеріңізде бар болса, мысалы бізде былай болып тұр ғой, а тең 1 болсын, б тең мысалы мынандай бір а деген әріп болсын, c дегеніміз мынандай бір k деген әріп болсын. Егер біз принтке а енді былай ғой, менде б қосылған, c қосылған а деп жазатын болсам, бізде осында питонның қатесі шығады ғой. Сол үшін осы жерде str деп алу керекпіз ғой. str 1 деп алғаннан кейін 1 деп не жерге а деп алғаннан кейін ғана өзгерту керек болады да, былай ак1 деп жазамын. Сол үшін не жерге мынандай істеу үшін, егер мен str деп алдыратын болсам, по-моему, қатесіз болу керек. Былай болып кетеді. Бізде мынандай нәрсе болып кетті. Сол үшін бізде мынандай кезде типін өзгерту керек болады. Мынау типін бізде бүтін сан ғой, мынаның типі бойынша. Ол бойынша да көрсете салайын. Қараңыздар. Айталық бізде оны қалай көремін? Бізде df деген фрейм бар, мынандай. Мынаны өшіре салайын. Мынаны өшіру үшін де көрсете салайын бірден. Алдағы уақытта да көрейін. Мынаны маған әзірше керек емес. Оны өшіру үшін дроп деген нәрсе бар. Дроп деген сөз алып таста, жойып таста деген сөз, да. Дроп екі түрлі жолмен жүреді. Бізде кесте ғой, екі өлшемді кесте. Осы екі өлшемді бізде бағанды жойып тастау үшін, онда бағанды көрсетесіздер. Егер бір ғана баған болатын болса, онда жай ғана не жерге сол нәрсені көрсетсеңіздер болады былай. Сөйтесіздер да, егер осылай көрсететін болсаңыздар, не жерге алдымен қатар бойынша іздейді. Сізге мынандай қате береді. Неге айтады, мынандай ондай қатарда ондай атау жоқ дейді, индекс бойынша мынандай жоқ дейді. Сол үшін сіздер мынерге axis дейсіздер, то есть x ойысы бойынша және ординат бойынша да берде тең 1 деп алатын болсаңыздар, бұл жерде сіздегі мынау баған бойынша жояды. Баған бойынша сізге жойып береді, бірақ менде мынаны қара, жойсам да мына жерге df қарайтын болсам, менде әлі тұр. Ол үшін жойылған операциямды сол df-тің өзіне теңестіруім керек. Сол кезде ғана жойылады деген сөз ғой. Сол кезде ғана жойылды. То есть операция орындалды, оны теңестіреміз. Әйтпесе тұра береді деген сөз. Енді қараңыздар, мына жерде мына дата фреймді мен жойып тастадым. Осы жерде бізде енді үйреніп қалған нәрсеміз бар еді былай. Мысалы, а деген бізде 1 деген сан болатын болса, біз print type а деп көрсететін едік қой. Бұл жерде бізде бүтін сан деп көрсететін едік қой. Сол секілді осы бағандардың әрқайсысын қандай тип деген көрсету үшін d-types деген де бар. d-types деп жазсаңыздар, әр бағанды көрсетеді. Мынау мысалы integer, мынау float, мынау бірлік деген бізде integer, object деген негізі мына жерде string деген не жоқ. String деген тип жоқ та. Енді string дегенді көбіне object деп айтады. Оның ішінде сандар барлығы кіріп кетеді. Объект ретінде қолданып кетеді. Сол үшін сіздерге мынау бірлік деген типті string типіне айналдыру үшін, жай ғана, енді өйткені мен қосқым келіп отыр, былай істейтін болсаңыздар, мынандай нәрсе шығып кетеді да. Сол үшін тағы да басқа жолдар да бар. Мен оған бүгін көрсетіп үлгермейтін шығармын. Бұны бірден типін өзгерту үшін сіздер былай істейсіздер. Қай типті? Мынау df жазасыздар, df бірлікті
мысалы бірлік дегеніміз мынау тип қой, оны былай өзін ғана көрсететін болсаңыздар мынаның барлығы бірлік екенін көрсетеді да, тек қана өзін ғана. Сол сияқты қосу деп алсаңыздар сол мәндерді ғана алады, яғни бірлік деп жеке аламын, бұл бірліктерді айтамын, бұл бізде типі мына жерге көрсетіп тұр интеджер екен. Нүкте қоямын, as type деген қоямын да, осы типті деймін да, осы типті түрлендіріп бізге қандайға, по-моему string деп көрсететін болсам, бізде осылай жазсам, бұл жерде бізде объект болып көрсетіп тұр. Қараңыздар, мынау string дедім, объект қылып көрсеттім, міне мынандай объект қылып. Бұл енді string деген сөз неде объект ретінде түсінеді. Сөйтемін де, бірақ мен қайтадан бұны мен істейтін болсам, былай істейтін болсам, менде бәрібір integer. Не үшін? Себебі мен айттым, әрбір не жерге қозғалыс ол временный екенін көрсетті, temporary, временный көрсетті. Бұны теңестіру үшін мен сәйкесінше аламын да, мынаны деймін да, осыған теңестіремін, осы мәнді деп айтамын. Өйткені бірлік деген осы бірлікпен алмастыр деп айтамын. Өйстіп алмастырам, сөйтемін да, мен қайталап жоғарыға, мынау Jupyter ноутбукты қолданған кезде, мынау не бойынша нумерация 79, одан кейін мынау алдыңғысына жүре бересіздер. Осылай бөлшек болып тұр. Сонда қарасаңыздар, мына бірлік деген менде уже объект болып өзгерді. Мен мысалы қайтадан жоғары барып, бір жерден барып, мына жерге мысалы мынаны бірлік деп, мына жерге қайтап бүтін санға келтіре аламын. Мысалы мынаны қайталап мен def типті қайтым болсам, қайталап менде integer болып кетті. Бірақ мен мына жерде қайталап істейтін болсам, мына жерде менде уже мына типі бойынша айтпақшы мынандай жоғары қойып, мынаның уже типі объект ретінде алдым. Енді осы жерде жай ғана объект болғаннан кейін, яғни string типі болғаннан кейін, мен былай істейтін болсам, менде мына жердегі үшеуінің мәндері қосындысы қылып шығарып бере салды. Енді біз білеміз, сәлем алға мысалы сплит деген нәрсе бар, бұны пробел бойынша бөліп тастау. Сәлем әлем бұл. Егер бұны 2 көбейтсек, мысалы былай 2 көбейтілді, 2 көбейтілді деген сөз артынан жалғады деген сөз ғой. Сол секілді мына жерде де бізде енді сәлем әлем алға Қазақстан деген нәрсе, бұл бізге S1-2G деген бар ғой. Бізде ол екеуінің мынаның басында, мынаның ұзындығы 5 еді да. Бізде мәндеріміз, мына жердегі мәндеріміз 10 ғой. Енді 0-ден басталды, индексация 0-ден басталды, 10 да бұл жерде. Сөйтуді индексация 10-нан басталды. Бізде мынаның ұзындығы S1-дің ұзындығы, мына жерге былай жазайын. Print len S1 деп алатын болсам, бұл енді кәдімгі питон сияқты ғой, 5 болып тұр ғой. Егер осыны көбейту 2 дейтін болсам, ұзындығы 10 болады деген сөз ғой. Яғни мынаны S1-ді 2-ге көбейтсем, len S2 деп алатын болсам, әрине бұл ұзындығы 10 болады. Өйткені S1 көбейді 2 артынан жалғап берді деген сөз ғой. Сол секілді мына жерге сондай математикалық амалмен былай істейтін болсам, сөз деген кезде міне сәлем әлем алға Қазақстан деп тура осылай шығарып бере салды, қайталанды. Бірақ тура болу керек. Егер жетпей қалса, или кем қалса, онда сізге қате береді. Мысалы, мен айтайыншы, не жерге мен егер 3 деп беретін болсам, сізге қате берді, себебі сізде бекітілі 15 бар, ал сіз символ енесі қатары 10 ғана. Сіз қалай сәйкестендіріп аласыз деп осылай ұрысып береді. Сол үшін мен сәйкестендірем. Әзірше қатесіз жұмыс істей беремін ғой. Енді слайсинг деген нәрсе бар. Pandas-та да слайсинг істеуге болады. Бізде мынау слайсинг деген сөз, мынау кәдімгі питонның бойынша NumPy-да да слайсинг деген нәрселер бар ғой. Pandas-та да олай істеуге бар. Бізде мысалы data frame бар, мынандай. Енді осыны log деген нәрсе бар, location, орналасу бойынша, индекс бойынша деген сөз ғой. Егер мынау location 3 деп алатын болсам, үшінші қатар, индекс бойынша үшіншісін қарайды. Міне қарап отырсаңыздар, индекс бойынша Қазақстан деген үшінші болып тұр, міне мынау. Осы log 3 деп алсаңыздар болады. Немесе енді log былай жазсаңыздар да болады. Былай істесеңіздер қате болады, бірақ қате болады себебі бұндай нәрсе жоқ дейді. Сол үшін сіздерде log деп алу керек, индекс log деп алу керек. Сол кезде индекс бойынша жүреді, үшінші болып. Міне осыны мынандай түрде берді. Егер де мынаны location қос нүкте 3 деген нәрсе бар ғой, енді бізде естеріңізде бар болса, бұл деген не нәрсе? Алғашқы 3-ке дейін деген нәрсені береді ғой. Алғашқы 3-ке деген сөз, алғашқы үшеуін ғана беріп отыр. Міне мынаны қарайды. Болмаса логпен жазбай-ақ, бірден былай жазсаңыздар да болады. Алғашқы үшеуін береді, бірақ үші оған кірмейді. Міне екеуінің айырмашылығы. Лог бар және былай істеген кезде. Кейде былай жұмыс істейсіздер, кейде былай жасайсыздар. 3 мына жерге кіріп кетті, мына жерге кірмейді. Егер былай істейтін болсаңыздар. Немесе сол секілді мынандай нәрсе бар.
үштен кейінгісі, яғни үш мына жаққа кіріп кетеді, үштен кейінгісі соңына дейін деген нәрсе. Бұл енді матрица сияқты ғой. Айлог деген нәрсе бар. Бұл бүйтеді. Айлог деген нәрсе, мен бірден көре салайын. Бұл жерде айлог деген сөз индекс бойынша, яғни үшінші, бізде мынау бар ғой, мынау job тақ деген нәрсе бар ғой. Бұл жерде егер сіздер былай қолданатын болсаңыздар, мына жерге мен былай көрсетейін. Def location деп алайын, болмаса былай істеп көрейін. По-моему, олай болмайды. Осылай. Үшінші индекс бойынша және Қазақстан деп алатын болсам, Қазақстан, сөз деп алатын болсам, ондай болмады. Мен мысалы, үшінші индекс бойынша мына Қазақстан деген сөзді алғым келіп жатыр. Онда былай бола алмайды. Былай істесем, олайда қате. Мен мысалы мына сөзді алғым келіп жатыр дейді. Мына Қазақстан, үш деген сөз емес, мен -1 деп алғым келіп жатыр. -1 деп. Ондай нәрсе шықпай жатыр. Онда сіздер мысалы location десеңіздер, олай да шықпайды. Сол үшін мына жерде сөз мынандай кейде ыңғайсыз болып кетеді да, сол үшін мына жерге индекс бойынша iLocation деп жазсаңыздар, мына iLog деген сөз сізге именно осы сөзге үшінші қатардағы, үшінші индекс бойынша үшінші қатарда, яғни бізде төртінші қатар ғой енді, үшінші қатардағы мынау соңынан санаған кезде, мынау соңынан санағанда -1 мәнді шығар деп тұрғанмыз. Сол секілді мәндермен 3/3 деген сөз, 13 деген сөз, бұл жерде үшінші қатардағы, үшінші, мен енді мынау def деп не жерге жазылайын. Def деген бізде өзгерткен жоқпыз ғой әлі, def деп. Міне мынау бізге мынау бойынша 13 деген мәнді алып беріп жатыр. 2/5 деген нәрсе бар. Екінші индекс пен 5-ші индекске дейінгі аралықты шығар деп жатыр. Егер мына iLogпен жазатын болсаңыздар, міне тура сондай мәнде, iLog деген сөз индекс бойынша тура осы мәндерді беріп жатыр. Егер былай істейтін болсаңыздар, сіздерге міне 5-ші мәнді қолданып кетеді. Енді мынандай нәрсе бар. Сізге мынау естеріңізде бар болса, екі өлшемді NumPy кезде біз мынандай нәрсені көрсеттік. Бірінші нәрсе бар және екінші нәрсе бар деген сөз. Бұл не нәрсені береді? Мынау біріншісінен есе 3 пен 7. Яғни бізде мынау деген сөз, енді питонда біз былай жазатын едік қой, мысалы a деген массив екі өлшемді қылатын болсақ, 1, 2, 3 мынандай сан бар, өтір қарапайымнан бірдей қылайын. Осындай бір мән деп өтеді. Болмаса осыны бірден мен NumPy-ға айналдыра салайын да. Import NumPy as np дейін да. Мысалы a тең np array a деп өзіне жазыла салайын, сөйтіп мынаны шығара салайын. Сол кезде мынандай болды дейік. Бізде мысалы мынау жер 2/43 пен мынау мәндерді алу үшін, осы мәннің ішінен алу үшін біз былай жазатын едік. Екі түрлі өтірді, яғни екінші 0-ші қатардан бастап, мынау бұрыштан бастап, нөлден бастап, мына жерге дейін үлкендеу мәнді ала салайыншы, мына жерде мысалы. Осындай бір үлкендеу ала салайыншы, осындай қылып. Сөйтейін да, мынандай қылып ала салайын. Сөйтейін да, мысалы, мен мынау ішіндегі мынау бұрышында аламын, 2/43 тұр, осы аралықта аламын. Қазір енді шатаспауы мүмкінсіздер. Қалаймыз. Көбейтілген. Көбейтілген макс. Жақсы. Онда ең оңай жолы мен рандом бір мәндерді ала салайын да. Rand int. Бізде мысалы 100-ге дейін бір мәндер, size бойынша үлкендеу қыла салайын. Айталық біздің сайызымыз мысалы 6-да 9 деген бір не болсын да, мынандай мәндер болсын. Бізге мысалы осыны бірден NumPy түріне келтіретін болсам, дата фреймге келтіретін болсам, онда pd data frame a деп жазсам, мынандай шығады. Осы жерде мысалы бізге айталық, 1699 және 80, осы 16 мен 16-ның арасындағы бөлшекті алу керек. Яғни 2-ден бастап, екінші қатардан бастап, төртінші қатарға дейін, то есть біз не жерге былай жазатын едік. Егер бізде a дегеніміз мәніміз мынау ғой. Екінші қатардан
екінші қатардан төртінші қатарға дейін, яғни төртінші қатарда кіріп кетуі мүмкін үтір. Одан кейін енді бұл мына мәндердің барлығын алады. Сөйтеді да бізде мына 4 пен 6-ның арасында, 4 пен қосынып 6-ның арасында дейтін болсақ, бізде міне 16.99 деп шықты. Бізде мынау шықты 16.99, бірақ мынау кірмей қалды. Сол үшін біздің негізгі нәрсе 5 пен 7 дейтін болсам, 5 пен 7 деп айбай. 5 пен 7 деген 2-ден 4-ке дейін, ойбай. Екінші қатар мен екінші қатардан бастап 5-ші қатарға дейін, бірақ бағаны бойынша былай. Қазір міне екінші қатардан 5-ші қатарға дейін және мына жерде 4-тен 6-ға дейін, то есть осылай алу керек. 4-тен 6. Осы нәрсе керек болды. Тура осы жерде де осындай нәрсені келтіру керек болатын болса, бізде мына дата фрейм, мысалы осылай келтіру керек болатын болса, мынаны дата фрейм түрінде келтіретін болсам, мысалы мынаны df1 деп алсам, және df1 деген мынау, df1 деген мынау. Осы жерде, мына жерге df, енді бұл түсінікті ғой, a дегеніміз мәніміз. Тура осы мәнді df1 мына жерде мынаны алатын болсам, бірақ бізде қате береді, сол үшін ilog деп алам. ilog деп алған кезде бізге мына керекті мәндерді алды. Міне бұл ішіндегісін қырқып кесіп алды. Негізі бұл тапсырма сіздерге NumPy'да тапсырмалардың бірі осылай матрицалар шығару деген және көбейту деген. Оны да сіздерге әдейі көрсетіп жатырмын. Pandas да олай істеуге болады. Мысалы, мына жерде ilog дейсі 3-7, өйткені біздегі data frame деген сөз iLocation бойынша мынау толықтай қатарларды толықтай аламыз, бірақ бағандар бойынша 3 пен 7-ның арасында. 3 пен 7 деген сөз мына жерде 0-ден бастайды. I деген сөз индексация бойынша жүреді. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 пен 7, яғни мына жердегі мынадай нерге дейін мынау кірмеу мүмкін. Мына жердің бәрі алынды деген сөз. Мыналардың бәрі 3-тен бастап 0, 1, 2, 3. Мынадан бастап мына жерге дейін мыналар мәндердің барлығы алды. Яғни 1-ден ол мәндер алды. Міне қарап отырсаңыздар мынаның бәрі. Егер мен -1-ге дейін болсам, -1 деп жазып алсам болады, онда мен толықтай алады. Егер мен -3 деп алсам, онда соңғыларын алады. Осылай істеп, кәдімгі индексация бойынша жұмыс істей береді. Сол секілді мынау белгілі бір бөлшек ішіндегісін алу үшін, ішіндегі бөлшегін алу үшін 2-де 5, мысалы екінші қатарда және индексация бойынша 3 пен 7-ның арасындағыны алды. Міне ішіндегісін былай жүктеп алды. Енді бізге кейде болады басқа бір дата фреймге түрлендіруге болады. Мысалы мен мынаның ішінен бөліп аламын да. Орналасу бойынша өзіме сәйкес, мысалы мен әріпті алам, каз және сөзді алам. Өзім теріп алам. Мысалы оны көрсететін болсам, def деп алайын. Def дегенім нердегі, мен барлық дата фрейм өзім орналасуым бойынша мен айтам. Мен мысалы әріпті бірінші баған қыламын, каз деп екінші әріп қосу деген екінші баған, каз дегенді үшінші баған қылып алам. Өзім сәйкесінше келтіре беремін. Оның орналасуында қалай орнатсам да өзіме ыңғайлы қылып орнатып алсам болады. Міне былай істесем де болады, яғни бірінші каз, болмаса басқа бір нәрсені қойып не жерге бірлік деп қойсам да болады. Бірақ егер бұл мысалы жоқ нәрсе болса, мына жерге жоқ қой деген бір баған бар ғой мына жерде. Ол кезде сіздерге қате береді, ондай баған жоқ деп көрсетеді. Мына жерге қатені оқитын болсаңыздар, бұл жерде жоқ қой деген индекс бағаның арасында жоқ дейді да. Осындай қателіктерді оқуды үйреніңіздер. Осылай өзіңіздеріңізге сәйкесінше түрлендіріп қойып алсаңыздар болады. Не жерге не үшін екі жақша дейтін болсаңыздар, егер былай істесеңіздер де қате береді. Бұл жерде сіздер өйткені біз білеміз ғой, екі өлшемді екендігін білеміз ғой. Екі өлшемді бағанның өзінде бір ол колумнс, бір не болады да, массив сияқты болады да. Сол үшін массивтің ішіндегі массив деген секілді болады да. Міне осылай. Сол үшін сіздерде мына бағандармен жұмыс істеген кезде қандай баған екендігін көрсету керек болады. Міне осылай. Бағанның ішінде осылай көрсету керек болады. Енді мынау не береді? Мынау осындай әріп деген келтіреді, 4-те 9-дың арасындағысын алып береді. Осыны мынандай сөздерді алып береді. Енді индекске сәйкес. Бізде индекс деген нәрсе бар. Бұл мынандай нәрсе. Индексті мысалы мынандай қылу мүмкін. Сіздер өздеріңіз индексті орнатсаңыздар. Бізде по умолчанию дейді ғой, әдепкі бойынша 0-ден басталады. Бірақ сіздер мынаны өздеріңіз қалауынша индекс қойсаңыздар болады. Мысалы қарайық. Мына жерге егер def нүкте set index жүк деп алатын болсаңыздар, менде жаңа бір дата фрейм шығады, A деген дата фрейм шығады негізі.
одан кейін көрсете салайын, мына жерге типі бойынша. Мына жерге def деген менде дата фрейм ғой. Оны мен тип деп алатын болсам, бұл жерде классы бойынша міне таза, яғни core деген сөз негізі ядросы бойынша дата фрейм деп көрсетіп отыр. Көріп отырсыздар ма? Типін бойынша да көре аласыздар. Бұл енді баяғыда integer, класс деген нәрселер жоқ, кесте немесе numpy деген сөз. Бұл жерде одан кейін мынандай нәрсе бар, мысалы бізде айталық а дегеніміз бізде мынандай array ғой. Array дегенде қандай array? Бұл тайпын көре аласыздар, numpy екенін көре аласыздар. numpy n dimensional array деп көрсетіледі. Сол секілді, мысалы сіздер бір-біріне түрлендіре аласыздар. Пандасты numpyға, numpy'ды пандасқа түрлендіре аласыздар. Біз енді білдік қой, типі бойынша дата фрейм типі бойынша пандас. Енді қараңыздар, айталық менде b деген массивім бар. Бұны жай ғана np.array деп алсам, def'ті алсам, бұл жерге менде типі бойынша, әрине b деп алатын болсам, қараңыздар, мына жерге numpy мынандай болды. Бұны type деп көрсететін болсам, онда бізге type numpy array деп қойды, яғни түрлендіру. Біз баяғыда алдында біз integer бүтін сандарды келтірген кезде келтіре бердік қой. Мысалы s деген санымыз бізде 1 деген болатын болса, оны integerге келтіру үшін integer деп ала салатын едік қой. Мысалы s деген болатын болса, бұл жерде бізде integer бүтін сан екенін көреміз. Қосу integer деп алатын болсақ, яғни бізге 2 деген мән береді. Егер де басқаша беретін болсақ, s қосылған s деп беретін болса, онда бізге 11 деген мәнді береді. Сол секілді мына жерге конвертация деген сөз, нені түрлендіру типі бойынша. Бұл жерде де түрлендірген кезде жалпы көрсетесіздер қандай түрлендіру көшерге боласы екен. Немесе сол секілді бізде енді numpy екенін, b дегеніміз уже numpy екенін білеміз ғой мынаны. Осыны қайталап дата фреймге келтіру үшін, онда мысалы def, енді мен былай келтіре салайын онда. Бірақ бір ғана нәрсені ескеру керек, мына жерде бағанды жойып тастайды. Мына жерде бағаны жоқ. Баған деген сөз, бағаның атауы. Ол кезде енді мен қайталап сол көрдім, мысалы def 3 деген нәрсені қойын, pd data frame менде b деген болсын, және өйткені b деген менде numpy array еді ғой, осы def 3 шығарайын. Қарап отырсаңыздар, барлығы сол сәйкес, нөлден, бірақ бағандары жоқ. Сол үшін оны басында құрып атқан кезде мына жерге columns деп бағаның атын жазсаңыздар болады. Мына жерге мынаның def, өйткені columns-тың алсаңыздар болады. Мынау columns-ты өйтіп көшіріп алсаңыздар болады. Көшіріп алып, мына жерге бүйтіп қойсаңыздар да болады. Мына жерге барлығын сәйкес. Немесе мынаның бай бүйтіп көшіріп отырмау үшін сіздер көрсетесіздер ғой, сіздер уже бар ол def columns деп сәйкестендіре салсаңыздар болады. Яғни осы құрылып жатқан бағанын мынаның бағанына сәйкестендіре сал. Немесе қараңыздар, мына жерге былай істесем де болады. Қазір 10 та нәрсе бар. Келемін. Индекс деген нәрсе бар. Мына жерге индекске келген кезде set деген нәрсе бар. Мына жерге set деген индекс бар. Міне, мынау set деген кезде бізге a деген жаңадан бір баған, жаңадан бір дата фрейм ашылды. Ол жерде jup дегенмен орнатты. Jup деген индекс бойынша өзгеріп кетті. Енді мынау индекс бойынша жұмыс, мына жерге индекс әрдайым 0-1-ден емес, өзіміз істегенде jup индексмен келді. Бұл жерде мысалы jup индекс a деген индекс, a деген дата фрейм бар ғой, енді бұл a деген типі бойынша қараңыздар. Type a деген бізде пандас болу, енді дата фрейм. Енді қараңыздар, бізде ilog деп жазатын болсам, бізде 18-ші индекс бойынша жүріп өтеді. 18 индекс бойынша жүріп өтеді. Егер мына жерге 9 деген мән жоқ па менде, 9 деген мән жоқ. 9 деп жазатын болсам, бізге қате береді, себебі онда индекс location деген ол индексация бойынша жұмыс істейді да. То есть индекстің нумерациясы бойынша. Ал егер де сіздер ilog деп жазатын болсаңыздар, ол автомат түрде өздері индекске түрлендіреді да алдымен, одан кейін сон бойынша location-ын қарайды деген сөз. Егер 9 дейтін болсаңыздар, онда сіздерге мына мәнді алып береді, мына жердегі мәндер. Егер сіздерге мынау location қоятын болсаңыздар, онда 18 дейтін болсаңыздар, онда индекс бойынша өздері мынау индекс бойынша. Мына жерге ilog пен log тағы да бір түсіндіре салайын. Сізде бастапқы кезде log деген кезде сіздердегі мынау индексі жүреді, индекс бойынша. Егер ilog дейтін болсаңыздар, осы жерге жақсы мысал ретінде мына жерге ол осы мәндердің барлығын индекске түрлендіреді, өзі сөйтеді, сол бойынша іздейді. Ал location ол бірден, log деген бірден индекспен іздейді. Мысалы, не үшін 18 деген нәрсе шықты,
9 дегенде шықпады деген ғой. Осы нәрсені қайта 9 деген қате береді, себебі бізде мына жерде индекс жоқ дейді да. Ал оны өзіне айлокпен жазсаңыздар, өзі автомат түрде индекстің түрлендіреді да, соның мәнін шығарады. 9-шы орналасқан индекс бойынша деп. Міне, немесе басқаша да орнату болады. Мынау def set бөлу дегенді қоюға болады. Бұл жерде біздің индексіміз дата фреймде өзгерді. Бірақ негізгі нәрсе өзгерген жоқ. Себебі мен айттым, әрдайым айтып отырамын. Мынау def өзгермейді. Егер оны өзгерту үшін def тең деп жазу керек болады. Def тең, def set индекс бөлу. Сол кезде біздің жұмысымыздың def-тің форматы, индексі өзгертіледі. Әйтпесе мына жерге жайылып уақытша ғана көрсетеді деген сөз ғой. Мына жерге ғана көрсетеді, сол кезде ғана шығарады. Міне мына жерде өзгерген жоқ, хотя біз def ол өзгерту үшін def тең деп жазу керек болады. Енді мен ол жерде істемей ақ қояйын, маған өткен жұмыс істеп. Қарап отырсаңыздар, кез келген мәнді қолдану керек. Ол float деген сөз бөлшек сандар ғой. Сол секілді екі түрлі мәндерді қолдану болады. Ол бойынша міне келеміз. Мысалы, а деген сөз мынандай жазамын, нерге жұп деген сөз. Енді бір нәрсені қараңыздар. Бізде алғашқы кезде а дегеніміз мынандай еді. Қарап отырсаңыздар, а деген дата фреймде жұп еді, да, жұп. Егер мен set индексті жазған кезде, мынау мендегі автоматты түрде өзінің алға бастапқы кездегі мынау индексі бар ғой, мынау индексі. Ол сыртқа шығарып жібереді да, баған қылып жібереді да, сөйтеді да, мынау өзіндегі мынау орнату керек мынаны алады да, орнына қояды, ал мынаны баған қылып шығарып жібереді, бағаның атауын қылып шығарып жібереді. То есть индекс қолданған кезде бағаның атауын өзгертіп жіберіп отыр. Міне қараңыздар. Егер мына жерге мен мына жерге бағана жұп деген еді, мен оны а деп теңестірген едім. Егер мен мына нәрсені қайтадан мына жерге мен қайтадан мысалы енді бұл қазір оған келем, көрсете салайыншы, мысалы мына жерге мен каз емес, мен мысалы мына жерге көбейт сөз деп жаза салайын, сөз деп па немесе әріп деп па, көбейту деп па, осыны істей салайын. Ол кезде мына жерді қарап отырсаңыздар, мына жұп тақ, мына жерде каз дегеніміз бізде уже жойылып кетті ма? Жойылып кетті. Өйткені бізде орын алмастырды. Хорошо. Жоқ, орын алмастырған жоқ, не қалып келді ғой өзінің орнына. Өзінің алғашқы кезін, ойбай, мен қателесіп отырмын ғой, бәсе. Мен мына жерде мен дата фреймнен алып отырмын. Негізі бір нәрсені тағы айтайын тағы да. Мен шатастым. Мына жерге мен а деген нәрсені алатын болсам, бәсе. Қараңыздар, мен негізі былай бағанға шығарып жібермейді ол. Өзі мен жақтан қателесіп кетті. Мынау а деген индекс бар, көбейту бар, иә. Мына жерге көбейту, егер сіздер мынау істейтін болсаңыздар, мынаны өйстіп жазатын болсаңыздар, мына көбейтуді қазір біз жойып жібереміз. Де, бұның орнына, мысалы мен каз деп жазатын болсам, мына жердегі бағаның мәні өзгереді. Міне, нерге көбейту деген жойылып кетті. Мына жерге мен тотал дейтін болсам, мендегі мынау мәнім индексінің жойып жіберем. Сонда менде бара-бара азаяды. Егер мен мысалы сөзді қоятын болсам, тотал деген сөз мына жаққа келмейді да, бұл жойылып кетеді. Бара-бара мен азайып жатыр. То есть set индекс деген кезде байқау керек. Сол үшін сіздерге алдымен, егер мынау сөзді сақтау керек болатын болса, онда сіздер мынандай нәрсе не бар? Reset деген нәрсе бар. Reset деген сөз, reset индекс деген нәрсе бар. Мысалы қараңыздар, мына менде а дегенім мынандай болды. Мынаны reset қылатын болсаңыздар, reset индекс қылатын болсаңыздар, сіздегі мынау мәндер reset келген кезде мынау индексация бәрі 0 болып кетеді да, мынаны бағанға түрлендіреді да, одан кейін барып set индекс қылсаңыздар, өзіңізге керекті, мысалы бөлу дегенді ме? Бөлуді. Ол кезде сізге мынау мәнін өзі сәйкесінше сөзді шығарып жібереді да, мынау тұрады. Сол секілді, бірақ менде қазір ешқандай мән өзгерген жоқ, себебі а деген мәнім, мына жердегі а деген мәнім менде теңестірген жоқпын ғой, мына жерге. Мына қарап отырсаңыздар, әлі оны изменение, өзгеріс енгізу үшін мен міндетті түрде мына жерге тең деп, сол ады мәнін істеу керек болады. Теңестіргенде сол кезде ғана өзгереді, аны жазсам. Енді бастапқы кезде келтірейін мына жерге, Қазақстан деген сөзге. Мысалы а деген сөзім def set index, нижний подчеркнутый set index,
set index мысалы мен жағдайда мына жерге енді мен дата фреймнің өзін көрсетейін. Бізде мына дата фреймді қолданамын. Осы жерде мен каз деген сөз бар. Осыны мына жерге аламын да жаңа бір қайтадан а деген жаңадан бір немені құрам. Жаңадан бір. Сөйтемін да мына жерде индекстері әріптер болып кетті да. Location қылған кезде h деген кезде мысалы менде мынау Қазақстан деген кезде h деген бірінші мынау сөздің барлығын мынау бір неге шығарып береді. Егер де мысалы а деген бірнеше ғой, менде а дейтін болсам бірінші кездескенді шығарып береді. А жоқ, бәрін шығарып үшеуінде кезде. Иә, а деген кезде ол массив сияқты орындалмай деген, а деген кезде қанша индекс соған сәйкес, сол индекстердің барлығын бірден шығарып береді. Хорошо. Негізі дата фреймді мен барлығын көрсетіп үлгермеймін. Сол үшін мына жерден тоқтайын. Бірнеше кестелерді қосу азайтуға дейін. Енді қараңыздар, бізде кейде дата фрейм кезде бірнеше мынандай таблица индекстер өте маңызды, негізі индекс өте маңызды рөл атқарады. Кейде мына индекстерін біреу ғана емес, бірнеше бағанды көрсетсек болады. Олай дегенім жай ғана мынау массив түрінде келтірсеңіздер, былай үст қоятын болсаңыздар, мынау индексі былай да келеді, былай да келеді. Сонда екі түрлі мәні индекс болады. Ол мысалы группалаған кезде, мысалы айтайық, ол не үшін мықты? Мысалы айтайық, сізде қаңтар айы болсын, сөйтеді, сізде 30 күн бар да, 30 күнде мынандай түрлі продуктілер сатылғандар бар ғой. Ол индекс бойынша жүреді. Мынау күні мысалы қаңтар айы бойынша бірінші күн, қаңтар айы бойынша екінші күн, қаңтар айы бойынша үшінші күн деген секілді. Осындай кезде малти индекс дейді, қолданған өте ыңғайлы. Оны былай қолданасыздар. Мына жерде де мысалы, егер былай а деп жазсаңыздар, онда да жұмыс істеліне береді. А бойынша қарайды да, аға сәйкес мәндердің барлығын шығарып береді. Егер сізге екі мәнді бірден алу керек болатын болса, мысалы, мына жерге мысалы екі түрлі мәнді алу керек болатын болса, неде тұр екен ғой, А индексі бойынша алтыншы мәнді алу керек болатын болса, онда былай істесеңіздер, ол былай шығарып береді сіздерге мәндерін. То есть, қараңыздар, мына жерге мына мәндерді алу үшін, яки сіздер былай location болып алсаңыздар, немесе сіздер индекс деп көрейінші, мен қазір ол қателеспесем, осылай а десем де болу керек, болмайды екен. Ол үшін сіздерді айтады, бұндай малти индекс болып тұр, сол үшін сізге екі түрлі мәнді шығар деп. Егер мысалы осылай қате бола беретін болса, егер а деген әріп және көбейтудің мәні мысалы алтын алу керек болатын болса, осылай жазсаңыздар да қате болады. Сол үшін сіздерде осылай индекс бойынша жұмыс істейтін болсаңыздар, онда индексте қате жүрді. По-моему, Хорошо, былай да болмайды екен, негізі лог деп ала береміз ойын. Лог деп алсаңыздар, негізі былай көрсетсеңіздер болады, мынау location немесе яғни жай жақшамен, не бойынша картежбен көрсетсеңіздер, немесе осылай көрсетсеңіздер болады. Бірақ негізі мына нәрсені берді. Мен былай көрсетемін. Енді бізде а дегеніміз таблицамыз мынандай ғой. Мен мынандай осыны ресет жасаған кезде сізге мынаның қайтап шығарып жібереді. Бірақ міне шығарып жібереді да, мына алғашқы тұрған мына жердегі каз деген көбейту сәйкесінше мына жерге баған болып түседі. Міне көбейту келді, одан кейін каз болып келді. Бірақ бізде ол өзгерісті істеу керек болатын болса, мысалы мен аны қайтап жазсам, ол өзгеріс тұрған жоқ. Сол үшін мен ресет жасаған кезде а тең деп жазуым керек. Міне осылай шығарған кезде ғана аның мәні өзгерді деген сөз. Аның мәні. Енді дата фрейм бойынша, 5-ші бойынша және ресет жасатын болсаңыздар, қараңыздар, ресет жасаған кезде 5-ші мен аның арасында бұл өзгеріс деді, мынау ресет қылтта бірақ қайтадан 0-ші болды. Бұл def деген сөз негізгі дата фреймге әсер еткен жоқ. Бұл уақытша ғана көрсету үшін ғана көрсетілді. То есть дата фрейм мынау шықты. Егер қарап отырсаңыздар, мен не жерге def деп жазатын болсам, ешқандай нәрсе пайда болған жоқ, ештеңе өзгерген жоқ. Бұл жаңа бір дата фреймді былай жаңадан алды, сол жерді өзгертті, экранға шығарды, бірақ негізгі дата фреймге тиіскеген жоқ. Міне, өзгерген жоқ. Енді осы жерде дата фрейм reset деп және drop true деп жазатын болсаңыздар, бұл не дейді? Бұл деген сөз, сіздер әрдайым қараңыздар.
біз түсіндік қой мына жерге мына нәрсені, иә, мына нәрсені түсіндік. Яғни егер бізде мынаны алған кезде reset істеген кезде индексіміз бар ғой, бастапқы индексіміз алдына келіп келді ғой мына жер, бірақ ол бізге керек емес болса, мына жерге reset дегеннен кейін reset индекс мынандай жасаған кезде мына индекс болып келіп қалады да, сол үшін reset drop true дейсіз, яғни шынайы мәнін жойып таста дейсіз ғой, шынайы мәнін жойып таста. Сол кезде true қойсаңыздар, сіздерге мынау drop true деген мынау индекс мәні келмейді. Міне қарап отырсаңыздар, мына нөлден бастап мынау индексіміз, негізгі индексіміз жойып тастайды да, жаңадан бір индекс алып келеді. Осы drop true деген нәрсені де біліп алыңыздар. Енді жаңадан def1 деген мәнді алам. Ол жерге data frame-нен құрам. Сол кезде жұп және тақтан тұратын мән. Data frame-ді алам, 2 және осы екеуін. Сөйтем да осы екеуін қараңыздар, data frame-нің орналасуын айтам. Қараңыздар, кішірейтейін. Орналасу бойынша мына әріп, каз бәрі болып тұр ғой, мына data frame бойынша сөз болып тұр. Бұл өз мәнін беріп тұр орналасу бойынша. Немесе екі жолды көрсетіп отырмын ғой, екі жолды. Бірінші жолы iLocation-мен алсаңыздар болады. Немесе екінші жолы iLog деген сөз, барлығын және соңынан санағанда -4, соңынан санағанда осылай алсаңыздар да болады. Немесе оңай жолы қай бағандар керек, бағаның атауын көрсетсеңіздер болады. Яки былай, былай негізі сәл қиындау болуы мүмкін, себебі бағаны білетін болсаңыздар, бағанды осылай алсаңыздар, екеуі де бірдей мәнді береді. Мына жерде мына мәнді. df3 дегеніміз бұл мынау бойынша қатар бойынша жүреді, мына жерге -5-ке дейін. Яғни енді алдағы уақытта мынаны өйткені бірнеше кестелер бар, соларды қосып азайтып үйренеміз. Бүгінге сабақ осы, бізде 1 минуттан аз уақыт қалыпты. Сабақ бітті негізі. Сұрақтарыңыз бар болса, мархабат. Көп информация кетті. Бұл негізі